Баршаңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін бізде қысқаша презентация, яғни толыққанды продукция туралы қысқаша мәліметтермен бөлісеміз сіздермен. Және де екінші жартысында вебинардың бізде компанияның құндылығы, компанияның артықшылықтары, компанияның видениесі, жаңалықтарыменен біздің жоғарғы көшбасшымыз Мерхат мырза бөлісетін болады. Ал, давайте, қосылдық қой бәріміз, иә? Ал, уақытты жоғалтпайық, бірден бастап кетейік. Мағжан мырза, давайте слайдтарды жібере беріңіз, мен айтып кете беремін. Әрине, компания туралы айтатын болсақ, компания ассоциация прямых продаж мүшесіне кіретін компания, яғни мыңдаған компаниялар бар қазір, білесіздер, иә? Регионда, рынокта, СНГ рыногінде қаншама мың сандаған компаниялар бар. Официальныйсы бар, неофициальныйсы бар. Оның барлығы көбейген жақсы деп айтамыз. Неге? Өйткені неғұрлым компания көбейген сайын, соғұрлым сапа, соғұрлым конкуренция, соғұрлым ішкі кухняның сапасы жоғарылайды. Және де сол сапалықтың сапаны реттеп отыратын бізде не? Ассоциация прямых продаж деген үлкен ұйым бар. Ол ұйымға кіру үшін сіздің өнімдеріңіздің барлығы стандартқа жоғары, өте жоғары стандартқа сай, безопасный, құрамында токсин, құрамында жаңағыдай обезболивающий, құрамында привыкание келтіретін неше түрлі заттар болмау керек, және де өнімнің сапасы жағынан международный халықаралық стандартқа сай болу керек. Яғни GMP сертификациясы, FDA сертификациясы, және де өнімдердің бұлай құндылық жағынан не дейді ғой, өзгеріп, ішіндегі составтары жағынан өзгеріп кетпейтіндей безопасный болу керек. Және де сол компанияға, сол ұйымға мүше қазіргі таңда санаулы 17-18 компанияның ішінде 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 60 жылдық компаниялардың құрамында қазіргі таңда білесіздер, жаңа толқын New Wave компаниясы бар. Ол бізге өте мақтаныш, ол бізге өте үлкен, былайша айтқанда ешкімнің алдында оправдаться етпей, мінекей, ассоциация прямых продаж ұйымына кіретін заңды компания деп көрсетсеңіздер болады. Келесі слайдқа. Компанияның президенті, жаңағыдай учредитель білесіздер, бізде Америкада Григорий Кабицкий, основатель. Яғни бұл кісі қазіргі таңда Майамиде тұрады, более 20 жылдың көлемінде өзінің тәжірибесі бар, және де бүкіл компанияның, былайша айтқанда, мемлекеттерді ашу, компанияның неше түрлі жаңағыдай бағыттары, неше түрлі IT бағыттары, маркетинг бағыттары барлығын реттеп отырған, рөлінде тұрған осы біздің учредителіміз. Ертең Алла қаласа Ташкентте осы кісімен тікелей жолығып, тікелей осы кісінің тренингіне, тікелей осы кісінің видениесін тыңдайын десеңіздер, Ташкентте тікелей көзбе-көз көруіңізге болады. Келесі слайд. Әрине, президент компания Мария Апостол, ол кісіде 28 жыл опыты бар, сеть саласында, және де 10-15 жылдың төңірегінде үлкен халықаралық компанияның генеральный директорлық, яғни управление саласында өте үлкен тәжірибесі бар. Ол бізге өте үлкен қажет, себебі мұндай алпауыт халықаралық компанияның басында тәжірибеңіз болмаса, ертеңгі күні жаңағыдай қаншама проблемалардан өте алмай қалуыңыз мүмкін. Сол үшін біздің именно басшыларымыздың тәжірибесі, басшыларымыздың практикасы өте үлкен жаңағыдай опыт дейді ғой, багаж опытасы бұл компанияның ең үлкен деңгейде және де өте қарқынмен өсіп келе жатқанның дәлелі десек те болады. Келесі слайд. Иә, жаңа айтып атқандай, бұл жерде екі түрлі бағытта жұмыс жасайды. Яғни, ең бірінші бағыт эксклюзивті продуктілер. Ол продуктінің өзі сан салаға бөлініп жатыр. Яғни, денсаулыққа қажетті, линия фильтрация воды, линия косметика, линия жаңағыдай мыломойка дейді, линия жаңағы детский продукты. Тәріздес, енді бізде айтамыз ғой, 1,5-2 жылдың төңірегінде бір ғана продуктымен бастаған компания, қазір 40-тан астам өнімі бар. Енді 3-4 жылдың көлемінде 500-ге жуық өнімдері болады деп. Сол үшін екінші бағыт ол современный бизнес модель дейді. Яғни, осы өнімдердің төңірегінде үлкен бизнес бағыттағы команданы құрып, табыс табуға болатын бағытты көрсетеді. Келесі.
Жаңа айтып кеткендей, компанияның өнімдері GMP, FDA, халал сертификаттарыменен жабдықталған, яғни кез келген мықты тәжірибелі мамандардың алдына есігіне спокойно беделмен кіріп шығуға болады деген сөз. Келесі, мінекей сол сертификаттардың төңірегі. Келесі, бұл сертификаттардың барлығын сіз жаңағы сайттан алсаңыздар болады. Мана айттық, ассоциация прямых продаж, бұл ұйымның ішіне де санаулы компаниялар кіреді, білесіздер. Сол үшін де біз кіммен конкуренция боламыз? Біз осы ассоциация прямых продаждың ішіндегі компаниялармен, былайша айтқанда, жарыссақ болады деп айтсақ болады. Өйткені бұл ұйымға кірген компаниялардың өнімдерін қорықпай, балаңызға да, үлкенге де, кішіге де, кәріге де қорықпай семьяңызға бере беріңізге болады. Өйткені осы ассоциация бүкіл құқығын, тұтынушының құқығын былайша айтқанда защит етеді. Келесі, мінекей Black Wave деген продукция. Әрине осы продуктіден бастағаны дұрыс, потому что бұл детокс продукция. Бүкіл ағзадағы уыттарды шығаратын. Яғни кез келген ағзаға кірмес бұрын витаминдерді, неше түрлі микро-макроэлементтерді кіргізбес бұрын бірінші ағзаны тазалау керек, білесіздер. Өйткені тазаланбаған ағзаға қаншалықты өнімді кіргізсеңіз де ол сіңбейді. Сол үшін бұл жерде бірінші этапқа біз Black Wave деген продукцияны қосамыз. Бұл өнім 5 этапта тазалайды ағзаны. Яғни бірінші ішек, асқазан ішек жолдарын, екінші бауыр өт жолдары, үшінші бүйрек фильтрация, бүйрек жолдарын, төртінші бүкіл лимфатикалық система, канализацияны тазалайды. Бесінші әлбетте слизистый кілегей қабат и терін тазалайды. Несімен тазалайды? Құрамында 5 түрлі ингредиент: фолиевая гуминовая кислота, магний, дигидрокварцетин, инулин и экстракт лаванды деген бар, білесіздер. Және де бұл өнімнің ішу тәртібі 25 миллиграммнан күніне 3 мезгіл, таңертең, түсте, кешке үлкендерге 200 грамм суға араластырып, тамақтан жарты сағат алдын бересіздер. Кемі 1 ай, максималды 3 ай. Ауру сырқаудың ұзақтығына, ауырлығына байланысты. Және де балаларға, 3 жастан жоғары балаларға, емізулі екі қабаттарға да бере берсеңіз болады. Себебі өте жұмсақ тазалайды ағзаны. Манағы айтқан бүкіл күл-қоқыстан, как пылесос дейді ғой, бүкіл күл-қоқыстың барлығын өзінің бойына жинап, сыртқа шығарады. Сыртқа шығару процесі 3-4 этапта болады. Яғни үлкен дәрет, кіші дәрет, кілегей қабат арқылы іріңді выделение арқылы шығуы мүмкін, терден де шығуы мүмкін, және де әлбетте мынау қақырық боп неден де шығуы мүмкін. Оған енді дайын болыңыздар. Ең бастысы өте жеңіл шығады. Әрине тазалану процесінің тез өту мақсатында су мен қимыл қозғалысты қоссаңыздар, өнім 100% өзінің жұмысын жасайды. Келесі, мінекей, келесі жаңа айттық қой, су деп. Яғни тазалану процесі кезінде міндетті түрде суды қосыңыздар. Себебі адам күнделікті 1,5-2 литрге дейін су ішу керек деп айтады. Кез келген денсаулық бағытындағы обучение тыңдасаңыздар. Бірақ сізге қандай су ішу керектігін сұрасаңыз, таза су іш деп айтады. Таза су іш. Бірақ сол таза судың критерийін ешкім айтпайды. Не ол? Қандай ол? Қазақшалап айтқанда таза судың критерийі туылған су деп айтады. Туылған су. Су туылу керек. А су туылған су дегенің сол бұлақтың суы деп айтады. Яғни бұлақтың суы жақсы бір мықты емдік бұлақтар бар ғой. Олардың суы 12 бағытқа жауап береді екен. Ең бірінші pH 7,5 болу керек. ОПВ минус 50-ден 100-ден жоғары болу керек. Ішінде микроэлементтері кальций, магний, цинк, неше түрлі микроэлементтерге, темірге бай болу керек. Ішінде бактерия, ішінде жаңа паразитарный проблемалар, лямбля дейді, қазір анықталып жатыр. Сондайлардан таза болу керек. Ішінде тяжелый металдардан, ауыр металдардан, мына пластиктердің қалдықтарынан, неше түрлі гормондардан, неше түрлі антибиотиктерден таза болу керек. Структурасы мықты болу керек. Және де мынау жұмсақтығы жақсы болу керек. Яғни осының барлығын санайтын болсаңыздар, 12 сфера екен. 12 сфера. Сол 12 сфераға жауап беретін әлемде ол зәм-зәм су деп айтады. Түсіндіңіздер? Бұл құрылғының бір ерекшелігі, кез келген сұйықтықты, яғни кез келген крандағы, арықтағы, бұлақтағы, жаңағыдай
недегі сулардың барлығын құятын болсаңыздар, моментально 12 сферада сізге қалыптастырып береді. 12 сферада. Из-за этого бұл суды ішкен кезде адам бірден қанға сіңеді, бірден жаңағыдай шөлі қанады, и бірден бүкіл ағзадағы күл қоқыстың барлығын, уыттардың барлығын шайып, тазалап шығарады. Сол үшін де тек бұл өнімнің өзін ішкен адамдарда салмақ кетіп жатыр бірден, сахар түсіп жатыр, давлениесі түсіп жатыр, және де бет терісі қалыпқа келіп, әп-әдемі болып 3-4 айда сізге келеді. Ең кереметтілігі газированный, тәтті сусындардан, тәтті шайлардан үлкендер, кішілер барлығы да арылып жатыр. Себебі мынамен ішкен адам ешқашанда тәтті сусынға уже 21 күннен кейін жолай алмай қалады. Сол сияқты бұл өнімді білесіздер, қазіргі таңда гаджет здоровья, яғни денсаулық гаджеті деп атап, как сотка ретінде әрбір адамның, әрбір жанның қолына ұстатып қою керек деп біздің дәрігерлер сондай миссиямен шығып жатыр. Түсінікті? Ішіндегі портативті фильтрлері 1-1,5 жылға дейін жетіп жатыр бізде. Судың несіне қарай, және де әрбір уақытта соны ауыстырып отырсаңыз болады. Келесі омега-3 жирный кислота. Бұл өнімде ең бірінші очередь осы бүкіл адамға қажетті витаминный комплекс дейді ғой. Витаминный комплекстердің орында екінші орында тұратын өнім. Себебі бұл балықтың майы, омега-3 жирный кислотасыз ешқандай функция, ешқандай обмен, зат алмасу процесі жүрмейді екен. Сол себепті бұл өнім бірінші орында жүрек қан тамыр жүйесін реттейді. Қан тамырдың қабырғаларын қатайтып, эластикасын жақсартып, іштегі холестеринді, бляшка дейді ғой, ботқалардың бәрін тазалап, және де бүкіл зат алмасу процесіндегі клеткалардың мембраналарын, өткізгіштерін реттейді. Сол үшін де бұл өнім ең бірінші орында тұрады қазіргі таңда. Және де біздің омега-3 жирный кислота бұл FDA сертификациясымен жабдықталған ең высококачественный, ең составы жоғары мықты омега-3 жирный кислота. Бұны да бір капсуладан күніне, 2 капсуладан күніне 1 мезгіл профилактикалық дозада, и максималды 2 капсуладан күніне 3 мезгілге дейін берсеңіздер болады. Және де балаларға да 1 капсуладан 1 мезгіл берсеңіздер болады. Кішкентай балдарға инемен тесіп, прям сығып беріп жатырмыз қазіргі таңда. Және де бұның показаниясы бойынша айттым жаңа, бүкіл диагноздарға қосып бере берсеңіз болады. Түсіндіңіздер? Келесі продукция. Так, 17 минут кетті. D3. D3 жаңа айттық, бұл ең бірінші номер 1 продукт. Номер 1 бірінші орында тұрған витамин, даже гормон деп айтса да болады. Себебі бүкіл қазіргі таңда дәрігерлердің ең бастапқы сіздің жалппен барған кезде бірінші сіздің D3-іңізді тексеретін жағдайға жетіп жатыр. Урологта, кардиологта, эндокринологта, жаңа терапевтте, сынық, жаңа сүйек мынау сүйекпен жұмыс жасайтын мамандарда. Неге? Не себепті? Себебі адамның D3-і көрсеткіші төмен болатын болса, ешқандай ем-дом қонбайды, ешқандай витамин де сіңбейді екен. Сол үшін де бұл D3 қазіргі таңда ең бірінші орында тұр. Бір D3-дің жетіспегеннен неше түрлі сезонный аллергиялар, неше түрлі жаңағыдай тері проблемалар, неше түрлі асқазан асқорту, жүрек қан тамыр жүйесі, даже бедеулік те, даже мынау женский проблемалардың да дамуы болады екен. Сол үшін де D3 қазіргі таңда ең бірінші сұранысқа ие өнім ретінде қаралады. Және де D3-дің білесіздер, майсыз сіңбейді. Көп деген қазіргі таңда D3-лер бар, құрғағы бар, таблеткасы бар, басқасы бар, бірақ ол майсыз сіңбейді, естеріңізде болсын. Сол үшін де ал май дегеніңіз енді қазіргі таңда ең үлкен проблема. Бүкіл майлардың барлығы трансжирлерға, басқаға айналып жатыр. Сол үшін де бұның ішінде MST деген май бар. MST майын қарасаңыздар, ол бірден митохондрияға, қысқа толқынды дейді ма, сондай май бірден митохондрия, бірден клеткаға енетін D3. Сол үшін де бұны тілдің астына сепкен кезде бірден сіздің клеткаңызға, жасушаңызға, жаңа митохондрияға еніп, бірден результат беріп, бірден энергия беріп, бірден D3-дің көрсеткішін бір айналдырған 2-3 аптада өте жақсы көрсеткішке көтеріп жатқан, қазіргі таңда қаншама дәрігерлердің көңілінен шыққан, және де қаншама клиникаларда қазіргі таңда сөрелерінде тұрған
өнім деп айтсақ болады. Оны да қолдану тәртібі бір рет кішкентай балдарға және де 4 рет 5 рет үлкен кісілерге берсеңіз болады. Бір шашқан дозасы 2000 доза, 2000 миллиграмм. Келесі нони деген продукты. Енді нони деген көрдіңіздер, иә? Бірінші тазаладық, су ішкіздік, D3 бердік, жаңағы омега бердік, шетінен алып келе жатыр. Бізге не керек? Бізге уже восстановление. Яғни тазаладық, енді восстановление. Бүкіл системаның барлығындағы эритроцит, гемоглобин, тромбоцит, қанның көрсеткіштерін, сүйектің көрсеткіштерін, жасушалардың көрсеткіштерін антиоксидантпен қамтамасыз ететін мықты восстановление, мықты питание керек. Сол мақсатта мінекей нони деген шырын құрамында бүкіл витаминный комплекстер, бүкіл минералды комплекстер, кальций, цинк, жаңағыдай железо тәрізді, және де үшінші аминокислоттар, төртінші ферменттер барлығы қамтылған дәмі керемет мықты ингредиент. Бұл өнімді де күнделікті жаңағыдай профилактикалық дозада жатарда 1 мезгіл ішсеңіз болады, 30-40 миллиграммнан, лечебный дозада 3 мезгіл ішсеңіз болады. Және де бұл 3 көрсеткіште жақсы жұмыс жасап жатыр. Бірінші, полный неврологиялық системада. Өйткені құрамында ксеронин деген гликозид бар, ол гормон счастья дейді. Яғни ішкен кезде бүкіл адамның көңіл күйі, бүкіл адамның жүйке жүйесінің барлығын дұрыстап, ұйқысын дұрыстап, адамдағы мынау неше түрлі диагноздар бар ғой, депрессия, сонливость дейді, мазасыздық, ұйқысыздық, ашушаңдық дейді, соның барлығын реттеп, еще адамның көңіл күйін көтеріп, энергиясын көтереді. Екінші, бұл өнім жүрек қан тамыр жүйесіне өте жақсы қызметін атқарады. Яғни анемия, железодефицитный анемия, қазіргі таңда көптеген адамдарда туындап жатқан соның барлығын көтереді. Және де мынау энурез, ДЦП, НЦП деген сияқты, ЗПР, ЗРР деген сияқты диагноздарға өте жақсы көмегін тигізіп жатыр. Өйткені бүкіл нейротоксиннің барлығын тазалайды. Себебі құрамында демая деген ингредиент бар. Демая деген жаңағы нервтік жүйелерге де жақсы көмек көрсетеді екен. Және де адамның бет терісі дейді ғой, омоложение, бүкіл адамның жасушаларының барлығын жасартатын омолаживающий эффектісі бар екен. Және де тағы да бір эффектісі, бұл өнім домнокантал деген вещество именно противоонкологический жұмыс жасайды. Яғни білесіздер, бүкіл адамдардың қазіргі таңда онкологиялық клеткалар көбейіп жатыр. Доброкачественный бар, злокачественный бар, окислительный стресс жүріп жатқанның себебінен. Соның барлығын туындатып жатқан неше түрлі жасушалық клеткалардың барлығын тазалайтын, яғни не дейді ғой, свободный радикал дейді. Солардың барлығын жоятын ол антиоксидант. Ал нони шырыны мықты, сильнейший, без антиоксидантпен жабдықталған. Мысалға нони, суперфуда, гранатовый косточки, гранатовый сок, жүзімнің косточкасы, жүзімнің соғы. Және де құрамында, білесіздер, мынау манағы айтқан демая деген ингредиент бар. Ішу тәртібі жаңа айттық, 30-40 миллилитрден 1 мезгіл, жатар кезде немесе 3 мезгіл, таңертең, түсте, кешке, мүмкіндігінше тамақтың алдында. Егер де сізде тамақтың асқазанда жара немесе гастрит болатын болса, тамақтан кейін қолдансаңыз болады. Бұның 2 түрі бар, жасыл және қызыл. Жасыл түрі 3 жастан төмен балдарға, 2 қабат емізулі кісілерге және де үлкен егде кісілерге берсеңіз болады. Келесі, следующий. Міне зеленый туралы айттық, бұл туралда. Следующий. Келесі ол Ionwave деген продукция. Ionwave то же самое, жаңа мен айтқан нони тәрізді мықты антиоксидант өнім. Нонидің құрамында 6 ингредиент болса, бұл Ionwave-тің құрамында 12 ингредиент бар. Яғни эффекті жағынан, дәмі жағынан, концентрациясы жағынан более мощнейший продукт. Сол үшін бұны ошлачивающий бомба деп айтады. Өйткені бұл өнім бірінші очередь бүкіл ағзаны шелочной дейді ғой, бірден жарқ еткізіп, шелыш қиналдырады. Бюджетте без. Соның нәтижесінен окислительный стресстен шығарады. Соның нәтижесінен қалқанша безге бірінші эффекті береді. Қалқанша безге бергеннен кейін адамда энергия, адамдағы немқұрайлық, әлсіздік, неше түрлі депрессия, ұйқысыздық, мазасыздық, ашушаңдық деген тәрізді нәрсенің барлығының симптоматикаларын жойып, түп тамырымен жұмыс жасайды. Ол әрине эндокринді жүйе
соны да реттейді. Екінші бұл өнім жедел жәрдем деп аталады, яғни скорая помощь, жедел жәрдем. Неге? Не себепті? Себебі бұл бүкіл респираторный инфекция дейді ғой. Мынау стоматит, ларингит, трахеит, неше түрлі балаларда болып жатқан ангина, температура, соның барлығын бірден саптияды. Ешқандай парацетамол, ешқандай антибиотиксіз. Әрине дер кезінде көмек көрсетсеңіз. Екіншіден, кишечный инфекциялар, неше түрлі кишечный инфекциялар, диарея, басқа деген тәріздің барлығын бізде жойып жатқан практикада бар. Үшіншіден, бұл өнім тоже самый, как противовирусный, противогрибковый, тазалайтын мықты продукция. Соның ішінде бір ғана ингредиент айта кетейін, ол сибирская пихта. Сибирская пихта ол өкпе, бронхит, астма, туберкулез, ХБЛ тәрізді, бүкіл осы өкпе аурулары, пневмония, плеврит тәрізді, солардың барлығын шығаруға, қақырықты шығаруға, сол инфекциялардың бәрін жоюға мықты көрсеткіш екен. Соның ішінде гранат деппін ғой, черника, ол көзге жақсы қызмет жасайды, черная смородина деген бар, дигидрокварцетин, ол енді вообще қайыңның шырыны дейді, бүкіл клеточный жұмыс жасайтын, манағы айтқан ингредиенттердің барлығын капиллярлармен тасымалдайтын мықты қызметі бар екен. Бұл өнімнің де ішу тәртібі 15 миллиграммнан күніне 3 мезгіл, таңертең, түсте, кешке, тамақтан 15 минут алдын ішкендеріңіз дұрыс. Әрине балаларға да берген кездеріміз бар, 3 жастан жоғары балаларға, даже одан да төмен балаларға берген кездеріміз бар. Шприцпен набирать етіп, 1 грамм, 2 граммды кішкене манағы зеленый нониге араластырып, бір мезгіл немесе әр 4 сағат сайын берсеңіздер деп болады. Ішу тәртібі кемі 1-1,5 ай, максималды 3-4 айға дейін ішуге болады. Келесі продукция. Следующий ол BioWave. BioWave бұл бактерия, яғни бифидолактобактерия тәрізді 4 түрлі бактерияның 40 000 миллиард штамбы. Бұның ерекшелігі, қазір білесіздер, неше түрлі компаниялар бар. Тек бір ғана осындай продукциямен, бактериялармен жұмыс жасайтын. В основном айран тәрізді, кефир тәрізді қылып іштен жіберетін. Енді бір ерекшелігі, қаншалықты сіз айранмен болсын, кефирмен болсын, өнімдермен болсын, порошоктармен болсын, бифид бактерияларды жібергеніңізбен, оның 80-90% мынау шекке жетпей қайтып қалады екен. Сол үшін де қазіргі таңда көптеген медицинада через ректально дейді ғой, через тікішек апарып орналастырып жатыр. Оның да өзінің біршама қиындықтары бар, жайсыздықтары бар, білесіздер. Ал бұл BioWave-тің бір ерекшелігі және патент алғандығы именно капсуласында дейді. Себебі капсула двойной капсуламен қапталған, бір капсуласы асқазанда ериді, екіншісі ішекке барып ериді. Яғни манағы айтқан бүкіл BlackWave-пен, сумен, өнімдермен, бүкіл сіз паразитарны ішектің барлығын тазалап, тырмалап, жақсы жайға келтіргеннен кейін, именно BioWave барып, сол бактерияларды егу ғой, былайша айтқанда. Жақсы бактериялардың барлығын егіп, жаман бактериялардың бәрін шығарып, ал енді ішек дұрыс болғаннан кейін, әлбетте сіздің 70% иммунитетіңізде ішекте, және де 70-80% нервтік жүйеңізде сол ішекте жатыр. Түсіндіңіздер? Мінекей сол BioWave деген капсула бүкіл аутоиммунды проблемалар, бүкіл жаңағыдай ауру сырқаудың түп тамыры жататын ішекті емдейтін номер 1 продукты патенттелген. Сол үшін бұл өнімді де 2 капсуладан кешке жатар кезде ішсеңіз болады, немесе жаңағыдай мен өзім 3 мезгіл іштім, таңертең, түсте, кешке 2 капсуладан күніне 2 мезгіл немесе 3 мезгілдің төңірегінде тамақпен бірге қолданып. Бұл өнімде өте жақсы қалыптастырады. Запор бар, неше түрлі аутоиммунды процестер бар. Нелер болады ғой, болезнь, жаңа крона, неше түрлі геморрагический васкулит, псориаз, экзема, витилиго тәрізді аурулар, аутоиммунды тиреоидит дегеннің барлығы, бүкіл аутоиммунды ауру сырқаудың түп тамырының барлығы осы тесік ішек синдромы. Ішек зақымданған, ішектегі бүкіл құрттардың барлығы ішектің қабырғаларын тесіп, удың барлығын қанға жіберіп, қаннан ары қарай бүкіл ағзаны улап жатыр. Түсіндіңіздер? Сол үшін де ағзада аутоиммунды процесс қосып, керек клеткамен керек емес клетканы айыра алмайды. Соның емі десек те болады. Мынау BioWave деген капсула. Кемі 4 ай, максималды 6 айға дейін ішу керек екен. Так, келесі продукция. Следующий продукт. Иммун-бустер. Вот енді иммун-бустер дегеніңіз, енді бұл тоже самый вообще бомба продукт. Бұл бір продукттың өзімен
бір компания ашуға болады негізінде. Неге десеңіз, 10 түрлі саңырауқұлақ бар мынаның ішінде, 10 түрлі. Соның 5-еуі королевский саңырауқұлақтар. Сол 5-еуін айта кететін болсақ, кардицепс білесіздер, ол главное энергетик, энергия береді. И главное жаңағы противовирусный, противогрипповый, противопаразитарный, противоонкологический и самое главное тестостеронды көтереді екен мықты кардицепстің өзі. И мықты энергетик. Не үшін бұл өнімді ішкен кезде энергия көтеріледі? Потому что кардицепс бар құрамында. Өйткені құрамында рейши деген грибы бар, құрамында майтаки деген грибы бар, құрамында жаңағыдай львиная грива деген грибы бар, білесіздер. Львиная грива показаниясын просто ашып қараңыздаршы, немесе чат GPT-ге салыңыздар. В основном нервтік жүйені реттейтін, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, мышечная дистрофия дейді жазылмайтын, неше түрлі сондай неврологиялық ауруларға мықты действие береді екен сол жаңа львиная грива деген грибы. Ал енді бұл өнім в основном біз мужской продукт деп атап кеткенбіз, себебі ең бірінші еркектердің тестостерон көтереді, ең бірінші энергияны көтереді, ең бірінші күш-қуат береді, және де бүкіл женский, мужской жақта туындатып жатқан, бедеулікке алып барып жатқан неше түрлі вирустардың барлығын, неше түрлі бактериялардың барлығын, венерологический вирус бар, басқасы бар, барлығын тазалап, цитомегаловирус дейді, басқа дейді, герпес дейді, соның барлығын тазалайтын мощнейший осындай как антибиотик, как противовирусный продукты деп айтсақ та болады. Бұл өнімді по 2 капсуладан күніне 2 мезгіл, 3 мезгілден қолдансаңыздар болады. Профилактикалық доза, конечно, 1 мезгілдің көлемінде. Следующий продукт келесі. Так, үлгеріп жатырмыз ғой, 31 как раз біз хитозановый комплекстердің барлығын бірден айта кетейін. Хитозанды комплекстер. Бұл өнімдердің 10 эффектісі бар. Бірінші эффект противовирусный, противопаразитарный. То есть хитозан лямбля деген паразиттерді залалсыздандырады екен. Бірінші очередь. Яғни ағзадағы бүкіл бактерия, хеликобактерия оның ішінде, стоматит, ларингит, трахеит, бізде нежвачка деген продукты бар ғой, бүкіл ауыз қуысындағы бактериялардың барлығын залалсыздандырып, одан мына сөлдің бәрі ішек асқазанға түсіп, асқазандағы 12 ішектегі хеликобактериялерді залалсыздандырып, барлығын пленка сияқты бетін қаптап, слизистая оболочканы, ішекке барып, кәдімгі патогенді нормальный кишечный флораның тамағы болып, и ішектенбейді. То есть бұл хитозан ауыз қуысынан бастап сіздің стану, тікшек, геморройға дейін емдейтін мықты мощнейший продукт деп саналады. Екіншісі тоже самое как Black Wave сияқты бүкіл тяжелый металл, бүкіл уыттың барлығын, токсиннің барлығын тазалайды, өзіне жинап далаға шығарады. Үшінші эффекті сүйек буын проблемаларына жақсы әсер етеді екен. Төртінші эффектісі ол жаңағыдай мынау бауыр, өт жолдары, сосын мынау асқазан асты безіне өте жақсы көмек көрсетеді. Лимон бом мысалға, сахарный диабеттерге, панкреатитке жақсы, көзге жақсы, мынау неқта тұрған черника бом деген, көздің айналасындағы катаракты, глаукома, алыстан көрмейтін, жақыннан көрмейтін деген тәрізді нәрселердің барлығын неғылады. Сол үшін бір капсуладан, бір таблеткіден күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл, максималды 2 таблеткіден күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл шайнап прямо бүкіл қабырғаларына ауызын тигізіп, сөйтіп жұтып сумен запивать етсеңіз болады. Бүкіл хитозандарды. Аша беріңіз, келесі, следующий. Аша беріңіз, бүкіл хитозанды ашып тастаңыз, все, айтып тастадым оның бәрін. Ага, следующий. Ага, аминобустер. Аминобустер и коллаген. То есть жаңа айттық, полный очищение кетті, восстановление кетті, не кетті, енді бізге в основном питание, яғни қорек, нағыз енді тяжелый артиллерия дейді ғой. Бұл қорек 18 аминокислоттан тұрады, және де бұл аминобустердің ішінде гиалуроновая кислота, натуральный гель алоэ, білесіздер, алоэ вера деген алпауыт компания бар. Бұл жерде де сол алоэ вераңыз бар, натуральный сок зеленого винограда, MCM деген, ол органическая сера. Ол в основном сүйек буын проблемаларына, яғни артроз, грыжа, протрузия, неше түрлі сүйектің проблемаларына жақсы әсер береді.
Сол үшін бұл өнімді кәдімгі бүкіл сүйекті кемігі, сүйектің құнарына қажетті, сүйек ауруларына қоссаңыздар да болады. Себебі бұл өнім как коллаген сияқты жұмыс жасайды, яғни тері, шаш, тырнақ, бүкіл жаңағыдай сүйек буын проблемалары, бүкіл жүрек қан тамыр жүйесі, жүрек бұлшық еттері, тамырдың бұлшық еттері, эластикасы, соның барлығын реттейтін мощнейший продукт. Және балаларға өте жақсы көреді. Балаларға біз өзіміздің балаларға береміз, бірден ет алады бала, бірден бойы өседі, бірден жаңағыдай сүйектері қатаяды. Яғни как питание ретінде балаға, үлкенге, кішіге, екіқабат әйелдерге қоссаңыздар болады. Кәдімгі жаңағыдай веган дейді ғой, веган аминобустер. Ішу тәртібі по 50 мл бір мезгіл, екі мезгілден қолдансаңыз болады, 50 миллиграммнан немесе 25 миллиграммнан, өзіңіздің состояниеңізге байланысты. Следующий келесі детокс, смузи детокс. Бұл өнімде өте керемет. Яғни манағы сіздің биовейв дедік қой, жаңағыдай бүкіл бактерияларды ектіңіз, сол бактерияларды немен асырайсыз енді? Бактериялар в основном пищевые волокна дейді ғой, сондайлармен қоректенеді. Сол бактерияларды сіздің ішегіңізде жатқан жақсы бактериялардың тағамы ретінде осы өнімді қолдансаңыз болады. Себебі бұл бактериялар бүкіл бұл пищевые волокна смузи детокс ішектегі қалыпты кишечный флораның тамағы. Олар күшейгеннен кейін бүкіл ағзадағы ішекте жатқан қатпар-қатпарда жатқан бүкіл мусордың барлығын тазалап шығарады. Сол үшін бұл смузи детокс как арықтау ретінде, как диета ретінде, как тамақ ретінде, как жаңағыдай ем ретінде қолдана берсеңіздер болады. Бұны да қолдану тәртібі 2-3 қасық 200 грамм суға саласыз, 4-5 минут күтесіз, қою болады, смузи болады, и соны как жатар кезде ішсеңіз болады. Құрамында мінекей псилиум, құрамында сухой натуральный сок яблоко дейді, листьев стевии, медный комплекс дейді, и хлорофилы натрия дейді. Өте жақсы өнім болды. Следующий келесі Happy Wave. Happy Wave ол тоже жаңа продукты. Қазіргі таңда мощнейший продукт нәтижелер шығып жатыр бұдан. Яғни менің пайымдауымша бұл өнімді көптеген кісілер и коллагенге де өте жақсы ұқсатып жатыр. Және де Black Wave-ке де өте жақсы ұқсатып жатыр. Және де мынау как антиоксидант ретінде Noni Ion Wave-ке де жақсы ұқсатып жатыр. Неге дейсіз ғой? Себебі бұл өнімнен көп кісілерде бірінші салмақ өте жақсы кетіп жатыр. Екіншіден тер жақсы тартылып жатыр. Үшіншіден мынау не дейді ғой? ЗПР, энурез, ЗРР, ұйықтамау, агрессивность, балалардың жаңағыдай мазасыздығы деген тәрізді нәрселерден өте жақсы нәтиже алып жатыр. Не үшін, не себепті? Себебі бұның құрамында основной ингредиент это CBD. CBD деген білесіз, мынау конопляное масло дейді. Бүкіл конопля дейді ғой, соның ішіндегі зиянды нәрселердің барлығын алып тастап, именно адамға қажетті нервтік жүйелеріне, яғни білесіздер ғой, қазіргі таңда ең адамды ауруға алып бара жатқан ол стресс. Стрессті емдейді. Неше түрлі Паркинсон, Альцгеймер, неше түрлі бас ми қан тамырының, инсульт, инфаркт, постинфарктный синдром, ұйқысыздық, мазасыздық, соның барлығына өте жақсы көмегін тигізеді екен. Және де бұның құрамында спирулина бар. Спирулин дегеніңіз ол как коллаген ғой, былайша айтқанда, как 18 аминокислот. Ол соның нәтижесінен деп ойлаймын, көп кісілерде жаңағыдай беті жылтырап, тартылып, терілер тартылып, упругость болып, салмақ тастап жатқаны спирулин, потому что спирулина то же самое как детокс, то же самое как Black Wave, то же самое жаңағы хитозановый комплекс тәрізді жұмыс жасайды. Және де спирулин адамның ағзасын бүкіл микроэлементтермен жабдықтайды, кальций, магний, цинк тәрізді. Және де үшінші бүйірде не бар? Топинамбур деген бар. Топинамбур, естественно, ол мынау қант диабетіне, яғни асқазан асты безіне жақсы көмек тигізеді. Және де ішектегі манағы айтқан бүкіл патогенді кишечный флораның барлығын тазалап, қалыпты кишечный флораның барлығын как тамақ ретінде кете беретін ингредиент. Және витамин B6, B12, B1 деген витаминдер бар. Ол, естественно, бас ми қан тамырының жаңағыдай адамның настроениесі, адамның миы, адамның нервтік жүйесі, адамның ойлау қабілеті барлығын қалыптастыратын мықты продукт.
Бұны да сол 10-15 миллиграммды 200 грамм суға араластырып жібересіз, как мохитоның дәмі шығады, соны естественно күнделікті бір мезгіл, екі мезгіл ішсеңіз болады. Балаларға да как сок напиток ретінде алмастырып берсеңіз, балалар да іштегі бүкіл проблемасы, бүкіл питаниясы қалыпқа келіп, оздоровление жақсы жүреді. Түсінікті? Келесі антиэйдж коллаген, енді бұны айттық. Енді бұл ең основной продуктының бірі. Жаңа коллаген туралы айтқан кезде айтып кеттім ғой, бұл да аминобустер сияқты, как коллаген. Ол да бүкіл ағзадағы жаңағыдай шаш, тырнақ бәрімен жұмыс жасайды. Ерекшелік неде? Бұның ішінде цинк бар, бұның ішінде селен бар, бұның ішінде нони бар, бұның ішінде тағы да біршама қаншалықты мықты ингредиенттер бар. Дәмі де керемет. То есть как коллаген ретінде, как питание ретінде үлкенге, кішіге, кәріге барлығына да берсеңіз болады. Және де бір флаконда 15 000 миллиграмм, тройная доза бір флаконда. Және де адамға білесіздер 300 000 миллиграмм керек екен. Негізінде бүкіл сүйекті, шашты, тырнақты ағзаның полны қамту мақсатында. Ол дегеніңіз мынау коробканың екеуі екен. Бір коробкада 150 000 миллиграмм болса, екінші коробкада 150 000, 300 000. Тек сіздерге ұсынарым, манағы мен айтқан бірінші этап, екінші этап өнімдерді ішіп болғаннан кейін қолдансаңыз болады. Как не ретінде, питание ретінде. Ішу тәртібі тоже самый, бір флаконды күніне бір мезгіл ішіп, келесі күн демалсаңыз болады, усвоениеге, немесе по 50 миллиграмм ішіп атқан кісілерде бар. Негізі бір флакон ашылғаннан кейін бірден ішуге арналған екен. Келесі, следующий. Ол кремдер, кремдер. Бізде сывороткалер, бізде жаңағыдай нелер бар. Ол кремдердің бары арнайы жаңағыдай бет терісіне арналған лечебный кремдер. Мына жерде көріп отырсыз, демая, экстракт черной икры, гиалуроновая кислота, гидролат айвы, витамин Е, витамин А. Бұның барлығын қолданамыз. Бізде бұны қолданыста бар обязательно. Осы кремдерге жақсы үйренгем, себебі кез келген теріге, кез келген бағыттағы бала болсын, үлкен болсын, жирный тері, басқа тері болсын, жақсы қамтитын универсальный кремдері бар. Оның өзі 4 түрліге бөлінеді. SPF, увлажняющий, 10 в 1 деген крем. Енді бұл мына 10 в 1 универсальный, емдік кремдер ғой, былайша айтқанда. Мына жерде составтарын көріп отырсыздар. Келесі шампуньдер ма? Шампунь. Шампуньдері бар. Шампунь, сосын мынау бальзам и мынандай сывороткалер бар мынадай. Бұлардың барлығы черный икра, черный тминмен жабдықталған. Біздегі трихолог мамандар, профессионалды трихолог мамандар. Ол дегеніңіз бүкіл шаштың түбірі, шаштағы болезнь, шаштың түбіріндегі неше түрлі түтуі дейді, басқа дейді. В общем, емдейтін шампуньдер ғой, емдейтін шаштың түбірі, шаштың өсуі, шаштың ағаруы дейді, басқасы дейді, сол бүкіл шаштағы проблемаларды емдейтін мықты профессионалды 3 түрлі өнімі бар. Шампунь, бальзам и сывороткалер. Бұлардың да енді қолдану ерекшеліктері өздерінің коробкалерінде жазылған. Келесі. Енді зубный паста ол енді бір әлем десек те болады. Себебі әлемде жаңағыдай зубный паста жоқ екен. Біріншіден нони қосылған. Нони. Екіншіден манағы бактерия дейді ғой. Мынау. Не қосылған? Жаңағы микрофлора дейді ғой, флора. Ауыз қуысының өзінің флорасы бар екен. Ауыз қуысының өзінің. Бүкіл бактериялар дейді ғой. Стоматит, ларингит, трахеит деген тәрізді бактериялардың барлығын залалсыздандырып отыратын ауыздың өзінің флорасы бар. Сол флорамен жабдықталған, нонимен жабдықталған, манағы кокосовый масламенен, манағы бүкіл жаңағыдай тағы да қажетті 10-12 ингредиентпен жабдықталған универсальный, мощный, золотистый нонимен дәмі бар. Как балалар да жақсылап сүйіп жаңа тісін жуатын осындай зубный пасталар бар. Түсіндіңіздер? Бұл өнімде қазіргі таңда өте сұранысқа ие және де мықты нәтижелерін шығарып жатқан зубный паста. Келесі. Вот енді мінекей почти 40 минуттың төңірегінде бүкіл продукцияны айтып шығардық. Енді келесі бізде әрине
бұл өнімнің төңірегінде білесіздер, жаңа айттық қой, компания ең бірінші адамның денсаулығымен жұмыс жасайды. Себебі тәні сау адамның жаны сау деп айтады, білесіздер, тәні сау. Өйткені тәні сау емес адамға еш нәрсе қызық емес. Ақша да, байлық та, бақыт та. Сол үшін де компания ең бірінші біздің тәнімізді сауықтырып, одан кейін барып жанымызды, одан кейін барып әлеуметтік саулығымызды ойлайды. Сол үшін де осы өнімнің төңірегінде мықты компенсационный план, мықты бизнес план, мықты бизнес жоба, қалай тиімді алу, қалай тегін алу, қалай қаншама адамдарға жабдықтау ретінде мықты сондай бизнес пландар бар. Оны әрине біздің мықты көшбасшымыз, жоғарғы көшбасшымыз, New Wave компаниясының клуб основатель дейді ғой, клуб основатель мүшесі, №1 көшбасшысы. Осы компанияның өсуіне, өркендеуіне қаншама өзінің үлесін қосып, қаншама бізге біліммен сусындандырып отырған мықты көшбасшымыз Мерхат мырзаны ортаға шақырып, ол кісіден де жақсылап тұрып информация тыңдайық барлығымыз. Хорошо? Мерхат мырза, Жақсы, сізге. Данияр мырза, сізге Алла разы болсын. Өте керемет. Сізді мен шыны керек тыңдай бергім келеді, жаңағыдай. Сіздің әр сөзіңізді, әр презентацияда сіз анандай бір сіз постоянно толықтырып отырасыз ғой деймін біліміңізді, иә? Өйткені жаңағыдай, мысалы осы жолы иммунобустерді вообще керемет басқаша қырынан айттыңыз да, ол да өте маңызды да. Сол себептен де былай қарасаңыздар Біздің өнімдер енді қалай айтсаң да жарасады ғой, неше түрлі жан-жақты күнделікті өзіміз қолданып отырған екен, күнделікті өзіміз жақсы көріп отырған екен, ол уже күнделікті ізденіп отырамыз. Мынау не үшін, мынау не үшін деген тәрізді. Сол үшін сөз сізде, Мерхат мырза. Рахмет сізге. Дұрыс айтасыз, иә. Мына денсаулық кеңесі дейді, денсаулық кеңесі единственный компания, ол бізде ғана бар екен. Ойлаңызшы, Данияр мырза, да? Ол деген енді үлкен біз үшін мәртебе, осындай керемет дәрігерлеріміз бізбен бірге өздерінің білімдерін аянбай, жаңағыдай оқып, тоқып, офлайн болсын, онлайн болсын, бізбен бөлісіп жатқан, ол өте нұр үстіне нұр. Сіздерге Алла разы болсын. Енді жаңа Данияр мырза айтқандай, бізде өте керемет өнімдер бар, және де өнімдерден бөлек бізде не бар? Бізде ақша бар. Өйткені бай қарасаңыздар, біз әрине денсаулығымызды дұрыстаймыз, жаңағыдай кереметтей осы өнімдерді қолданамыз да, бірақ сізде күнделікті жүздеген, мыңдаған стресс болатын болса, мысалы да, сіздің былай айтқан кезде ішіп атқан даже осы продукцияларыңыздың өзі ағзаға сіңбейді екен. Көрдіңіз ба? Сол себептен де бізде екінші жағы да бар да, жаңағыдай да. Ол мықты сіну үшін сізде не болу керек? Сізде ақша болу керек. Ақша не береді? Адамға энергия береді. Ақша не береді? Көңіл күй береді де, жаңағыдай. И және де енді ойлаңыздаршы, таңертең адам көзін ашып, мысалы үшін көзін ашқан кезде ең бірінші ойлайтын нәрсе, мысалы үшін да, ойбай, мен денсаулығымды дұрыстаймын демейді ғой, жаңағыдай да. Ең бірінші ойлайтын нәрсе, мә, бүгін кредит төлеу керек дейді де, жаңағыдай да. Мә, бүгін қарызымды беруім керек дейді. Мә, бүгін балалардың оқуы бар дейді. Басқасы бар, басқасы бар. Қазір бәрін басы ауырып жатқаны, балалар жаңағыдай неге шықты ғой, демалысқа да, олардың енді қыдырту керек, басқасы бар. Енді былай айтқан кезде бізде күнделікті мына финанспен, мына ақшамен связанный жүздеген, былай айтқан кезде сұрақтар бар екен. Бірақ соның сұрақтардың барлығына біздің именно маркетинг план компанияның 1000% сіздерге жауап береді. Енді қараңыз, бізде 7 түрлі табыс көзі бар, және де travel бонус бар. Сол туралы мен сіздермен бөлісетін боламын да. Мағжан мырза, сразу пакеттерді қоясыз ба? Қараңыздар, бізде осындай компанияның пакеттері бар, дайын да, мысалы. Енді ең кереметтілігі бізде компания официальный легальный компания. Ол өте ең бірінші нәрсе мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Басында Данияр мырза айтып өтті ғой, біз ассоциация прямых продажға кіреміз, басқаға. Ол өте маңызды нәрсе, мен сіздерге айтайын. Данияр мырза, мен бүгін мынандай нәрсе естідім. Маған офисқа бүгін кереметпін деген жаңағыдай сетевиктар келді де, жаңағыдай да. И сол кісілермен сұхбаттаса келе, атын атамай қойын, осыдан 1 ай бұрын продуктовый ашылған компания бар екен Қазақстанда. В общем, Астана, Ақтөбе, біраз Алматы, біраз қалаларды шулатып, 1 ай болмайды дейді, ана компания жабылды дейді де. Ойлаңызшы. Не себептен? Өйткені, оказывается, рұқсат қағаздар, лицензиясы жоқ екен. Екінші нәрсе, ақшаларын вывод жаңағыдай жасай алмаған екен. Үшінші, жаңағыдай продукциялары
тек қана презентационный келген екен де жаңағыдай да, бірақ тіркелген адамдар продукцияларын алмаған екен да. Сол себептен де компания бір ай болмай жабылып қалды дейді. Ойлаңыздаршы, мысалы да. Сол үшін де бүгінгі таңда New Wave компаниясын біз бұйырса 2 жылдығын қарсы алғалы отырмыз, мен сіздерге айтайын. Ол өте маңызды. И осы 2 жылдың ішінде былай қарасаңыздар, біз сіздермен бірге да компания не айтып жатыр, сөздің барлығын дәлелдеп соны жасап жатыр. Ол өте маңызды. Бүгін бізде жаңағыдай, бүгін заказ берсеңіз, бүгін продукцияңызды алып жатсыз да. Бүгін ақшаңыз түссе, бүгін счетыңызға түсіп жатыр, мысалы, былай қарасаңыздар да. Ол өте маңызды нәрсе. Соны біз просто қолда тұрған нәрсені кейде бағаламаймыз екен, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Қолда тұрған нәрсені біз бағаламаймыз екен да. Сол үшін де бүгінгі таңда осындай керемет өнім беріп жатқанда да, осындай керемет жаңағыдай маркетинг план бар кезде біз кішкене соны жаңағыдай зерттеп, оқып, тоқып, салыстырып, былай айтқан кезде біз соны бағалауымыз керек екен да. Оны мен тағы да артынан айтам, біздің маркетингтің кереметтілігін да. Қараңыз, бізде мынандай пакеттер бар. Қазақстанда, мысалы үшін, теңге, Россияда рубль, Өзбекстанда сум, Қырғызстанда сом, Америкада доллар, там айтайын, Қытайда юань деген сақылды да. Әр мемлекеттің да өзінің, былай айтқан кезде, ақшасымен жұмыс жасайды. Ол да өте маңызды нәрсе. Енді 45 мың, 90 мың, 180, 360, 720 мың теңге пакет та. Енді сіздер қараңыздар. Біздің маркетинг план тек қане пакетке байланысты. Ол статусқа байланбаған. Бұл да өте маңызды нәрсе. Өйткені көптеген жаңағыдай, енді біз маркетинг пландарды, Данияр мырза бар, мен бар, мысалы, маркетолог ретінде біз даже жаңағыдай соларды мысалы қарап санай аламыз да. Вот сол кезде не болады? Көптеген маркетингтер статусқа байлап тастаған. Түсініп отырсыздар ма? Қазір оны көресіздер. Қараңыз. Бірінші, рекрутинг бонус. Мағжан мырза, бірінші рекрутинг бонусты былай қарасаңыздар, бізге компания қалай төлейді да? 15%-дан 30%-ға дейін да. 15, 20, 25, жаңа 30, 30 да. Жүре беріңіз, Мағжан мырза. Рекрутинг деген жерге барыңыз. Осы жерге қараңыз. Көрдіңіздер ғой да? 15, 20, 25, 30, 30 да. Енді сіздер қараңыздар. Егерде бізге бұл маркетинг пакетке қойылмай статусқа қойылатын болса, мына жерде былай тұрушы еді. Мысалы, бірінші статус менеджер жапқан кезде 15% аласың, супервайзерда 20 аласың, директорда 25 аласың, там амбассадорда 30 аласың, там президентта 30 аласың деген сақылды. Түсініп отырсыздар ма да? Но біз түсінеміз ғой. Келе сала новичок ол статус шаба алмайды, келе сала. Дұрыс па? Оған кішкентай жаңағыдай не керек бізде? Кішкентай опыт керек, уақыт керек деген сақылды. Сол үшін былай қарасаңыздар, бізде компания не істеді? Мағжан мырза, анда бір кісі кіре алмай тұр екен, қабылдап жібересіз бе? Бізде компания не істеді сол үшін? Бізде 15%-дан 20-30%-ға дейін тек қане пакетпен. То есть, мысалға айтайын. Мен компанияда, или Данияр мырза, мысалға айтайын, 2 жыл жұмыс істеп жатырмыз да. Бізде максимум пакет. Біз, то есть, рекруттан 30% ақша аламыз. Но бүгін новичок келді, я мысалы. Ол новичок келіп, келе сала сразу элит немесе максимум пакет сатып алса, ол да не істейді? Сразу 30% жеңілдік алады. 30% пайда алады. Түсініп отырсыздар ма да? Сразу 30%-ға шығады. Көрдіңіздер ма? Ешқандай жаңағыдай ол статус шаппай. Ол өте маңызды нәрсе. Және де рекрут бізде қалай түседі? Моментально түседі. Адам жаздыңыз ба, сол момент, сол секунд счетыңызға ақша түсіп тұрады. Сол секунд сол ақшаңызды қолдана берсеңіз де болады. Ең кереметтілігі сода да. Бізде партнерлар бар, күнделікті, мен сіздерге айтайын, только рекрутинг бонуспен 20 мың теңгеден 100 мың теңгеге дейін пайда табады. Тек қане жаңағыдай рекрут бонуспен. Ойлаңыздар, тоже бірінші вид доходпен ғане сондай табыс тауып жатқан партнерларымыз бар да. Екінші вид доход бізде командный бонус деп аталады. Ол бинарный бонус да. 5%-дан 20%-ға дейін. Енді сіздер қараңыздар, 5% алған жақсы ма, 20% алған жақсы ма? Әрине 20%. Бір жұмыс жасайсыз. То есть да, бірдей жұмыс жасайсыз. Бірақ 4 есе көп табасыз. Көрдіңіз ба? Сол үшін сразу бірден максимум пакет алған сіздердің өздеріңізге жаңағыдай тиімді да, сразу максимально өміріңізде бір рет. Және де мен оны всегда айтам, семейный пакет деймін. Неге семейный пакет? Өйткені және Данияр мырза айтып өткен өнімдерді сіз барлық бала шағаңызбен бірге ішетін боласыз. Жалғыз өзіңіз ғана емес. Өйткені мысалы предстарт пакетке айтайын, сіз бір нони алдыңыз, өзіңіз ғана мысалы үшін тығылып жүріп іштіңіз мысалы да. Үйде жаңағыдай бала шағаңыз бар мысалы да. Олар енді ішкісі келеді ғой мысалы да.
Сол себептен де семейный пакет алып ішетін болсаңыздар, сіздер сразу бала шағаларыңызбен бірдей жаңағыдай отырып результат көретін боласыздар да. Ары қарай. И және де айта кетейін, командный бонустан, бинардан бізде әлем бойынша ең үлкен вознаграждение төленеді. Аптасына 15 миллион теңге. Ойлаңыздар да, 15 миллион аптасына. Төртке көбейтетін болсақ, 60 миллион теңге сіздер только бинарный бонустан табыс тапсаңыздар болады, мен сіздерге айтайын да. Ол өте үлкен. Әлем бойынша біз номер бірінші болып тұрмыз. Именно осы бинарный ограничениеден. Өйткені любой кез келген бинар ол жаңағыдай өзінің несі бар, шегі бар, то есть ограничениесі болады да. Дәл солай бізде де бар ол 15 миллион аптасына. Мен ойлаймын, сіз айына 60 миллион теңге только бинарный бонустан табыс тапсаңыздар, ойлаймын, ол өте керемет, нұр үстіне нұр деп та. Келесі бізде ол Мағжан мырза жүре беріңіз. Ол бонус соответствие дейді. Енді ол матчинг бонус дейді. Ойлаңыздар да. Міне платина деген ол сразу максимум пакет. Мысалға айтайын, мынау бизнес пакет, элит пакет, максимум пакет. Максимум пакетте сізде сразу 7 линия ашылады, ойлаңыздар. 7 линиядан сразу табыс табасыз. Бұл отдельный вид доход, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Матчинг бонус деген бұл вообще отдельно рекруттан, бинардан отдельно төленетін бонус да. 15%-дан 5% глубина 7-ші линияға дейін. Просто мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Қараңыздар. Ертең 5 жыл уақыт өтсін дейші, жарайды, 5 жыл. 5 жылдан кейін сізде командаңызда кем дегенде 10 мың адам жаңағыдай бар дерлік, командаңызда. Әрқайсысы, в среднем алайық, сіздерге прям калькуляторды ашып қойыңыздар. В среднем алайық, 100 мың теңгеден аптасына табыс тапсын. 100 мың теңге. Мен ойлаймын, аптасына 100 мың теңге табыс табу деген, оны енді әр бізге командаға қосылып атқан партнер кем дегенде аптасына 100 мың теңге табады да, мысалы. Енді 100 мың теңгенің 5%-ы ол 5 мың теңге болады. Сонда 10 мыңды 5 мың теңгеге көбейтетін болсаңыздар, 50 миллион теңге матчинг бонус шығып тұр, ойлаңыздар. 50 миллион матчинг бонус, ойлаңыздар. Айына шақсақ, это 200 миллион теңге. Түсініп отырсыздар ғой да? Ол Rolls-Royce'ды да аласыз, частный самолетты да аласыз, үйді аласыз, бәрін аласыз. Түсініп отырсыздар ма? Бұл өте үлкен табыс көзі, мен сіздерге айтайын, матчинг бонус деген. Көп. Просто бұл мынандай нәрсе ғой. Қараңыздар. Бұл матчинг бонустың қызығын қай уақытта көресіздер? Когда сіздер уже командаңызды, кем дегенде командаңызда ертең 10 мың адам болған кезде. Түсініп отырсыздар ма да? Оның әр қайсысынан сізге компания 5%-дан уже табыс төлей бастайды. Вот сол кезде матчинг бонустың қызығын сол кезде көретін боласыздар. И және де біздің компанияның үлкен ерекшелігі, мысалға айтайын, мен сіздерге айтайын. Мысалы, көптеген компаниялар қазір, мысалы, ашыла салып хайп жасайды, мысалы да. Ойбай, шу атады, біз жаңағыдай керемет, продукциямыз керемет, анау керемет, мынау керемет дейді, хайп жасайды жаңағыдай да. Мысалы 10 мың адам тіркейді, 20 мың адам тіркейді жаңағыдай да. Былай айтқан кезде бірінші, екінші, үшінші айда ұшады да. Даже 6 айға дейін ұшсын да жаңағыдай да. Бірақ одан кейін құлайды. Білесіздер ме, не себептен құлайды? Өйткені оларда не жоқ, білесіздер ма? Повторный покупка деген нәрсе жоқ. Түсініп отырсыздар ма? Ол мынандай ғой, мысалы, перепис населения жасадық, мысалы да, бүткіл халықты ертең Oriflame сақылды, ертең мысалға айтайын, New Wave'ті танитын болады. Қазір мысалы Oriflame'ді танымайтын адам жоқ. Любой адамнан сұраңыз, Oriflame'ді бәрі таниды да, мысалы да. Ертең дәл солай New Wave'ті 5 жылдан кейін бәрі танитын болады. Танымайтын адам қалмайды. Түсініп отырсыздар ма? Біреу тісін жуады, біреу басын жуады, біреу D3 себет деген сақылды. Түсініп отырсыздар ма да? Бүткіл халық оны продукциясын жаңағыдай білетін болады. Ең қызығы, қараңыздар, ең қызығы да, ең қызығы 5 жылдан кейін не басталады, білесіздер ма? Повторная покупка деген нәрсе бар. Түсініп отырсыздар ма? То есть сіз даже адам жазбасаңыз да, даже ешкім адам жазбай қойсын да, бірақ миллиондаған, миллиардтаған товарооборот жүріп тұрады. За счет чего? За счет того, что біздің продукция пользуется спросом, повторная покупка деген нәрсе бар. Вот, міне чатқа жазыңыздаршы, кімнің үйінде нонисок бар ғой, біздің нонисок. Қызылы болсын, жасылы болсын, разница жоқ. Жартылай осылай ішілген, и қалған ішпей тастап кеттіңіз. Ана бір жерде диванның астында ма, столдың астында жатыр, ешкім ішкісі келмейді деген адам бар ма? Жазыңыздаршы. Егер де жоқ, олай емес десеңіздер, жоқ деп жазыңыз жаңағыдай да. Біздің продукцияны ашып үлгермейсіз ғой, ана нонисокты міне ашып үлгермейміз. Таласып, ана бір бутылка негізі бір аптаға жету керек, сол күні ішіліп қояды ғой. Сол күні ішіледі да, мысалы, түсініп отырсыздар ма да? Вот.
повторный покупка деген осы нәрсе. Өйткені сіз бір оны ішіп қойдыңыз ба, ертең тағы да сол нонисокты аласыз да. Одан бөлек мен сіздерге айтайын, даже одан бөлек да. Ол нонисоктың даже сыртындағы бутылкасы бар ғой, соны да лақтырғың келмейді ғой, жаңағыдай да. Мындай қарасаңыздар да. Енді оны компания айтпайды ғой бізге қайтадан әкеп беріңдер деп. Оны біз не істейміз? Енді лақтыруға тура келеді да. Бірақ мен бүкілін жинап бүгін 2 пакет, не партнерлар көрді ғой, 2 пакет мен жаңағыдай бүткіл ішкен продукциямызды, бір айдында ішкен продукциямызды офисқа апардым. Неге? Өйткені даже сыртындағы құтыларын лақтырғың келмейді. Неге? Өйткені до такой степени качество да ол. Качество деген ана просто бір ұстап көрсең өзі анаған риза боласың да, дұрыс па? Любой Ion Wave, Noni, Happy Wave жаңағыдай да, барлығын бай қарасаңыздар өте керемет та, мысалы да. Түсініп отырсыздар ма? Повторный покупка деген сол постоянный потребление продукции дейді. Түсініп отырсыздар ма? Ертең бізде ойлаңыздаршы, миллион партнер болады. Ертең 10 миллион партнер болады. Ойлаңыздар да. Ертең просто ойлаңыздаршы, сіздер просто мысалы, ұйықтасаңыз да, жатсаңыз да, қыдырсаңыз да, счетыңызға ақша түсіп тұратын болады. 24 сағат счетыңызда ақша түсіп тұратын болады. Ана жолы мен бір партнерға көрсеткен болатын. Мен айтам да, мен бір апта Катарда демалдым деймін да, жаңағыдай да. Бір апта Катарда, Аллаға шүкір, күшті демалдық travel да, мысалы да. Бір аптадан кейін жаңағыдай бізге енді не түседі ғой, жаңағыдай апталық табысымыз түседі ғой да. Мен сізге айтайын, Аллаға шүкір, 1000-да 1 шүкір да. Мен бір апта демалдым, бір аптаға келсем жаңағыдай енді апталық табыс деген былай түсіп тұр да, жаңағыдай. Түсініп отырсың ма да? Біз демалып жатырмыз, бірақ Нони сок ішіліп жатыр. D3 себіліп жатыр. Фильтрдан су ішіліп жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Вот. Мәселе бизнес деген сол. Чтоб біз не үшін жұмыс істеп жатырмыз, білесіздер ма қазір? Ертең, мысалы айтайын, 1 жыл, 2 жыл максимум да, ертең бизнес сізге жұмыс істейтін болады. Түсініп отырсыздар ма? Бизнес сізге жұмыс істейтін болады. Сол үшін де бүгінгі таңда сетевой маркетингті көп адамдар түсінбейді. Ойлайды, мен адам жазу керек, ойлайды жаңағыдай, анау бір рет хайповать етіп, жаңағыдай бір статус шапсам болды. Жоқ. Сетевой маркетинг деген не нәрсе? Построение сети потребителей дейді. Тұтынушылардың сетін құру дейді. Түсініп отырсыздар ма? Ертең сізде 1000 адам болады командада, 1000 адамның ішінде 100 жұмыс істейтін лидеріңіз болады, дұрыс па? Қалған 9900 адам сүйіп, былай айтқан кезде жақсы көріп, біздің продукцияны қолданатын болады. Көрдіңіздер ма? Енді не істейді жаңағыдай? Ол әрбір ішілген нонидан 24 сағат сіз ұйықтағанда, жатқанда, қыдырғанда, сіз анау шетелде айлап жүрсеңіз де счетыңызға ақша түсіп тұрады. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де бүгін жатпай тұрмай 24 сағат әрекет жасау керексіздер. 24 сағат. Өйткені біз қазір не істеп жатырмыз, білесіздер ма? Основной костяк қазір құрып алып жатыр компаниядағы. Хотя бы директорский составқа кіріп, партнерский составқа кіріп, қазір соған кіріп алуға әрекет жасаңыздар. 1000% соған жасаңыздар. Түсініп отырсыздар ма? Өйткені сіздер мына көштің, былай айтқан кезде мына люкс вагонға отырып жатсыздар да, қазір люкс вагонға отырып жатсыздар да. Ертең 5 жылдан кейін уже қандай вагон болады? Уже анандай не дейді, пласкарт вагон болады да, жаңағыдай пласкарт вагон болады да. Одан кейін тағы 5 жыл өтеді, 10 жылдан кейін қандай вагон болады? Общий вагон болады. Білесіздер ғой, общий вагонда жата алмайсыз. Просто осы отырасыз да, жаңағыдай. Түсініп отырсыздар ма да? Сондықтан осы уақыт просто қазір золотое время дейді. Осы уақытты жоғалтып алмаңыздар да. Давайте, келесі бонус бізде. Ол накопительный бонус деп аталады. Енді қараңыздар, Данияр мырза, мына накопительный бонусты маған бір адам өте бір сетевик өте керемет маған мынандай нәрсе айтты да. Мерхат мырза дейді, мынаны накопительный бонус демеңіздерші дейді. Неге десем, мынау дополнительный бинар ғой дейді, доп бинар дейді. Өйткені дейді, сен 150 мың теңге бинардан табыс тапқаннан бастап, ақшадай 15% компания тағы төлеп тұр ғой дейді. Түсініп отырсыздар ма? Ол ақшадай төлеп тұр ғой дейді. Бұл дополнительный бинар ғой дейді, 15% үстінен төленетін бинар ғой дейді. Сол кезде мен ойланып қалдым да. Да, действительно, бұл доп бинар екен ғой, дополнительный бинар. Сол үшін өздеріңіздің табыстарыңызды 150 мың теңгеден аптасына түсірмеңіздер. Сол кезде сіздер тағы да үстінен 15% дополнительный бинар алып отырасыздар. Түсініп отырсыздар ма? Бірақ ол бинар накопительный бонусқа жиналады. Ол 3,5 миллион теңге толған кезде компания сізге сол секундта счетыңызға түсіріп береді. Сол секундта ол ақшаны алсаңыз болады да. Ең кереметтілігі, оны сіз 1 рет емес, 2 рет емес, 100 рет, 1000 рет алсаңыз болады. Мен сіздерге айтайын, көптеген компаниялар бар. Осындай бір жаңағыдай накопительный бонус сақылды бонустарды қояды, бірақ оны бір-ақ рет береді.
бір рет алып аласың болды, одан кейін жоқ ол. Екінші рет саған төленбейді ол. Түсініп отырсың ба? Бізде компания ондай ограничение қоймайды. Қанша рет сіз алғыңыз келеді, сонша рет алсаңыз болады. Түсініп отырсыз ба? Доп бинар дейді бұны. Или накопительный бонус дейді. Бұл ақшамен төленетін нәрсе. Сонда біз айтамыз ғой, бинар 20 емес, бізде 35%-қа шығып кетеді. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де бұл өте керемет возможность, мен сіздерге айтайын да. Ары қарай. Қазір мысалы лидерларда сөздің ашығы мына не жаңағыдай накопительный бонус толып қала береді де жаңағыдай да. Уже ол кісілер ана событияны тоспайды, уже ақшаларын ала береді де жаңағыдай да. Енді даже дейді, айтады осыны жаңағыдай анау события болған кезде компания бізді шығармай қойса ғой дейді де жаңағыдай сахнаға дейді де жаңағыдай да. Өйткені бізге түсе береді дейді де, ол доп бинар, түсінесіз, накопительный бонус. Мен сізге айтайын, бір рет осыған ілініп алсаңыздар, одан кейін бұл каждый 7 апта сіздің счетыңызға түсіп тұратын болады, мен сіздерге айтайын. Келесі, бізде бонус соответствие деген біздің статустар. Білесіздер, менеджерден басталады, президентпен аяқталады да. Енді статустар накопительно жабылады. Түсініп отырсыздар ма? Накопительно деген қалай? Мысалға айтайын. 600 балл сізде товарооборот, платежный неден өткіздіңіз, веткаңыздан. 600 балл да. Келесі статус менеджер 2 1000 балл. Бірақ сіз 1000-ды қайтадан жасамайсыз. Ортадағы 400-ді жасайсыз да. Сонда 1000 болды, екінші статусқа өтіп кетесіз де, жаңағыдай. Көрдіңіз ба? 2000 болды, үшінші статус. И әр менеджер статус жапқан үшін сіз компаниядан сыйлықтар алып отырасыздар. Түсініп отырсыздар ма? И және де ең кереметтілігі, ол статусыңызды қайта-қайта қорғамайсыз, одан құламайсыз. Әлем бойынша барлық осы статустарыңыз сіздің жаңағыдай неңізге сақталады. Любой кез келген мемлекетке барып, осы статусыңызбен сахнаға шығып, осы статусыңызбен жаңағыдай признанияларыңызды аласыздар да. Келесі супервайзер бар. Ол жерде әрине кереметтей сыйлықтар беріледі жаңағыдай. И ол сыйлықтардың ең кереметтілігі бізде ақшадай беріледі, бонуспен беріледі жаңағыдай да. Супервайзердан бастап, Мағжан мырза, ұйықтамаңыз. Келесі жаңағыдай супервайзер бар, уже жаңа көріп тұрғандай, фотосессиядан бастап мына жерде телефонға дейін планшет бар, оның ішінде Apple Watch бар, барлығы уже ақшадай бонуспен беріледі. Келесі директорский статус, ол жерде де жаңағыдай ноутбуктан бастап, арасында уже MacBook та бар, арасында жаңағыдай история преображение дейді жаңағыдай да. И одан кейін бар Дубай. Осының барлығы сізге бонуспен ақшадай түсетін болады да. Келесі амбассадор, вице-президент, президент, бұл және үлкен статустар. Енді бұл жерде жаңағыдай Мальдивы, люкс сағат және де машина да. Енді көріп тұрғандарыңызда жанында клуб основателей деген тұр. Бүгінгі таңда сол клуб основателей да бүгін Өзбекстаннан, Россиядан, Қырғызстаннан, Қытайдан, жаңағыдай Европадан, қай мемлекеттен де уже сіздер, Қазақстаннан, пожалуйста, есігі ашық да. Әр лидер бұл айтқан кезде ертең осы клуб основательдің төрінде отыратын болады, Алла бұйырса да. И ол жерде уже әрине сіз как сооснователь, как соучредитель, сіз уже компанияның товарооборотынан өзіңіздің үлесіңізді алып отырасыз. Ол дополнительно төленетін ақша. Бүгінгі таңда осы барлық мемлекеттердің ішінде алдарыңызда отырған, бұл айтамын, мен всегда айтамын, енді онда қазақтың қара баласы деп, Аллаға шүкір, осы клуб основательға кірдік та. Енді сіздердің де ертең соған кіретін әр бірлеріңіздің мүмкіншіліктеріңіз бар. Компания сіздердің барлықтарыңызға бірдей жаңағыдай мүмкіншілік берген. Сол себептен де давайте бұл айтқан кезде есігі ашық, сол клуб основательға кіріп, клуб основательдің төрінде отырып, ертең сонау Америкада бұйырса кофе мен чай сіздермен ішуге нәсіп етсін да. Келесі бізде ол мынау енді примерно жаңағыдай уже менеджерден бастап президентқа дейін апталық табыстары орташа есеппен есептелген жаңағыдай да. 150 мың теңгеден бастап 25 миллион теңгеге дейін аптасына кем дегенде осындай табыс тапсаңыздар болады, осындай статустарда да. Келесі бізде давайте мынаны айта кетейік. Мына именно презентация бұл новый болғандықтан, на амбассадор, вице-президент, президент статусында сіздерге компания дополнительно лидерский пул деген жаңағыдай доход береді. Ол лидерский пулда, тұра берсін Мағжан мырза, ол лидерский пулда сізге не береді? 1% амбассадорларға,
2% вице-президенттарға, 3% президенттарға компанияның товар оборотынан 3 айда бір рет жаңағыдай төлейді сіздерге. Ол как пассивный доход да, сол статусқа жеткен кезде. Сол үшін де жаңағы статустарға жетуге, тездетіп жетуге жаңағыдай максимально соған мақсат қойып әрекет жасаңыздар да. Және де бізде компанияда travel бонус деген бар. Ол қандай? Бізде 2023 жылы за счет компания біз не істедік? Шри-Ланкаға бардық, Шри-Ланка аралына да. Енді сіздер ең кереметтілігі, бұл travel үшін былай қаратқан кезде ешнәрсе жасамайсыздар да. Сол сіздің жасаған рекрут бонусыңыз үшін, сіздің жасаған бинарыңыз үшін компания дополнительно travel бонус береді да. Ол әрине программа, то есть компаниядан берілетін программа. Сол программа берілгеннен кейін уақыт беріледі, сол уақыттың ішінде кім орындайды, сол кісілер жаңағыдай тегін саяхатқа барады да. Не 2023-те Шри-Ланкаға барғанбыз. Жүре беріңіз Мағжан мырза. Не алдарыңызда көріп тұрғандай, бұның барлығы партнерлар Шри-Ланкаға барған. Келесі 2024-те Малайзияға бардық. Ол жерде көріп тұрғандарыңыздай уже Данияр мырзаның командасы бар да мында. Енді өте керемет, естен кетпейтін бір демалыс болды да. Енді 2025-те біз уже Катарға барып келдік жаңағыдай да. Қараңызшы қалай уақыт өтіп жатыр да. Көрдіңіздер ма? Енді Катарда енді мен енді өз басым енді ғашық болдым Катарға да. Мына именно Доха қаласына. Өте керемет. Міне қараңыздаршы, бұл жерге жаңағыдай Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Қытай мемлекетінен де партнерларымыз, лидерларымыз болды да. Өте керемет. Енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес енді. Шыны керек, мына суреттерді көріп отырып, уже сол Дохаға қайтадан баруға жаңағыдай андай бір ашылып кетті де желание да. Енді сіздер қараңыздар, бізде әрине әрбір событияда осы тревелдар беріледі да. Сондықтан Ташкенттен қалмаңыздар. Ташкенттен бірінші болып жаңалықтарды еститін боласыздар да. Енді келесі қараңыздар, компанияда айтады, не істеу керек дейді, вообще жалпы бренд партнер болу үшін не істеу керек дейді. Конечно, бірінші сіз не істеу керексіз? Регистрация. Компанияға регистрация жасайсыз да. Одан кейін барып өзіңізге пакет таңдап аласыз да. Әрине мен сіздерге кеңес берем, элит немесе максимум пакет да. Келесі не істеу керексіз? Сонымен бөлісу керексіз. Түсініп отырсыздар ма? Болды, басқа ешнәрсе жасап қажеті жоқ. Енді сіздер қараңыздаршы, компания бізде не істейді? Кез келген өнім, мысалы да, кез келген, разница жоқ. Мысалы да, даже Procter & Gamble'дың өзін айтайық, бір заводтан шығады. То же самое біздің де өнімдер заводтан шығады да, мысалы да. Бірақ мына ортада тұрған 51% ақшаны компания не істейді? Бізге төлейді. Түсініп отырсыздар ма? Егер де басқа жерлерде, мысалы делдал дейді ғой жаңағыдай да, делдал деген білесіздер да, посредниктер алса, бұл 51%-ді бүгін компания бізге төлеп отыр. Көрдіңіздер ма? Сол үшін мен сіздерге айтарым, бүгіннен қалмай, кім сізді шақырды осы вебинарға, бүгіннен қалмай бинардан орын алып қалыңыздар. Неге еще? Өйткені бізде бинарный система, екі-ақ адам керек. Түсініп отырсыздар ма? Чем быстрее дейді ғой, өз орныңызды алып қаласыз, солай жаңағыдай бизнесіңіз сразу өрлейтін болады. Көрдіңіз ба? Сол үшін де тездетіп жаңағыдай бинардан өз орындарыңызды алып алыңыздар. Келесі, бізде қазір осы аптаға кереметтей 1-нен 7-сіне дейін бізде промоушн осындай пакеттер беріліп жатыр подаркалармен. Көрдіңіздер ма да? Бизнес пакет алған партнерларға компания үстінен тағы да бір D3 қосып беріп жатыр. Көрдіңіздер ма да? D3 үстінен қосып аласыздар. Егер де жаңағыдай сізді бизнес пакет болса. Келесі, егер де сіз элит пакет алатын болсаңыз да, компания сізге Black Wave пен зубная паста және нонимен подаркаға беріп жатыр. Ойлаңыздаршы, да? Элит пакетке сіз уже дополнительно үстінен сыйлық аласыз, да? Ары қарай. Максимум пакетке сізге компания Black Wave та береді, пастаны да береді, еще D3 та қосып беріп жатыр. Көрдіңіздер ма, да? Сондықтан әрине бүгін немесе элит, немесе максимум пакет алғандарыңыз өздеріңізге тиімді. Өйткені осындай кереметтей сыйлықтар алатын боласыздар компаниядан. Көрдіңіздер ма? 1-нен 7-сіне дейін осыған үлгеріп қалыңыздар, осындай сыйлықтар алып тіркеліп компанияға. Бүгіннен қалмай, қазір түн болғанына да қарамаңыздар. Кім сіздерді бұл вебинарға шақырды, сол кісіге хабарласып, осы сыйлықтарды маған алу керек, мен
жаңағыдай бинардан орнымды алуым керек деп жаңағыдай тіркеліп алыңыздар да. Ары қарай. Енді бұл деген енді шок жаңалық. Неге? Өйткені промоушенның үстіне промоушен, то есть подарканың үстіне подарка дейді ғой. Бұл дегеніміз қалай? Бұл дегеніміз сіздер бизнес пакетке тіркелген партнерларға осы 2-сінен 7-сіне дейін компания элит пакет беріп жатыр. Ойлаңыздар. Элит пакетке тіркелген партнерларға компания максимум пакетін беріп жатыр. Көрдіңіздер ма да? Бергенде өнім емес, а именно пакеттің өзін беріп жатыр. Оның преимуществосын беріп жатыр да, түсініп отырсыздар ма да? Егер де жаңағы элит пакетте мысалға айтайын да, бинар 15% болса, уже максимум пакетте 20%. Көрдіңіздер ма да? Сондықтан да осы промоушенді максимально осы апта қолданыңыздар да. Не себептен? Оны ары қарай айтамын. Өйткені бізде алдымызда 13-ші, 14-ші июньда бізде не болады? Компаниямыздың 2 жылдығы болады, және де Өзбекстан мемлекетінің официально ашылуы болады. Біздің основательдарымыз келеді. Сонау Америка құрама штаттарынан, Москвадан. Сол үшін де бүгін компания сіздерге 24 мың теңгеден 40 мың теңге тұратын билетті 24 мың теңгеден скидка беріп жатыр. Көрдіңіздер ма да? 3-нен 8-не дейін. Осы скидканы да максимально қолданып, да, осы билетті алып үлгеріңіздер. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Бұл жалпы 24 мың теңге бар ғой, да? Версаль деген Ташкентте номер 1 Өзбекстандағы қонақ үй бар. Ойлаңыздар. Дәл сондай жалпы Версаль деген сондай не бар ғой жаңағыдай да? Ресторан, да, мейрамхана да. Ол Италияда бар. Және де бізде бар, ойлаңыздар да. Ой, бізде деп қоям ғой, Өзбекстанда бар да, жаңағыдай да. Мен уже разница жоқ уже да. Қырғызстан болса да, Өзбекстан болса да, Қазақстан болса да, уже орталық Азия біз да уже жаңағыдай да. Өйткені біз бір үйдің баласындай жұмыс істеп жатырмыз. Көрдіңіздер ма да? Сол себептен де дәл сондай бар. Енді кеше ғана білесіздер, Абдукадыр Хусанов деген футболист бар. Өзбекстанда қазір номер 1. Оны жаңа кімде, ол Манчестер Сити деген клубта ойнайды, АПЛ-да ойнайды да. Сол кеше ғана тойын жасады. Қалай ойлайсыздар, қай мейрамханада жасады деп? Сол Версаль мейрамханасында тойын жасаған ғой. Номер 1 футболист. Бүткіл жаңағыдай, енді элита дейді ғой жаңағыдай да, бүткіл элита келген ғой сонда. Түсініп отырсыз ба да? Европадан да, Россиядан да, Өзбекстаннан да, Қазақстаннан да бүткіл элита сол жерде жиналған. И сол самый номер 1 мейрамханада біздің де компанияның, ойлаңызшы, мейрамы өтетін болады. Қараңызшы, қандай бізде компанияның уровені қандай десеңізші, уровень компания. Түсініп отырсыздар ма? Вот соны сезіну керексіздер да, сол жерге барып, әліш көйлектеріңізді киіп, осы промоушендарды қолданып, статустарыңызды жауып, прическаларыңызды жасап, әтірлеріңізді сеуіп, вот сол жерде ана сахнада жарқ-жұрқ етіп сол жерде жүру керексіздер. Соны сезіну керексіздер. Тек қане сондай мероприятияда сіздер өсесіздер, мен сіздерге айтайын. Тек мероприятиядан. Менен көп жаңағыдай партнерлар айтады, Мерхат мырза, жаңағыдай айына $50 мың, $60 мың, $100 мың табыстың қыры мен сырын айтыңызшы дейді. Оның қыры мен сыры бірақ нәрсе. Осындай компанияның мероприятияларын қалдырмау керек. Неге? Өйткені әр мероприятиядан сізге өзіңізге керек дүниені аласыз да сол жерден. Түсініп отырсыз ба да? Но әрине статус шауып сахнада жарқырап тұратын болсаңыз, ол нұр үстіне нұр. Хотя бы қасыңызға бір адам алып келсеңіз де ол нұр үстіне нұр. Неге? Өйткені ол адамға 100 рет ол туралы айтқанша бір рет көрсеткен жақсы да. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін енді бұл ақша, мен сіздерге айтайын, 24 мың теңге. Тек қане сол мейрамхананың арендасына кетіп жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Ол жерде қандай программа целый, да? Ол жерде қанша артист бар? Ол жерде жаңағыдай сіздерге арналған қазан 1000 адамға арналған ош бар. Плов дейміз жаңағыдай, да? Плов дайындалады. Ең дәмді Өзбекстандағы номер 1. Түсініп отырсыз ма? И және де әрбір участник дейді ғой, әрбір келген адамға еще компаниядан еще сыйлық бар, кіретін адамға. Түсініп отырсыздар ма, да? Еще розыгрыш бар ол жерде. Көрдіңіздер ма, да? Енді ойлаңызшы, осының барлығын компания біз үшін дайындап жатыр, мен сіздерге айтайын. Номер 1 мейрамханада. Түсініп отырсыздар ма, да? Сол үшін де бұны енді қасыңызға кем дегенде 10 адам алып барсаңыз, сіз дайын директорсыз. Білесіз ба неге? Өйткені сол 10 адамыңыз 10 супервайзер. Түсініп отырсыз ба? 10 супервайзер да. Өйткені ана мероприятияны көрген кезде олар не істейді? Жанат, көздері жанат. Қазір көп адамдар, білесіздер ма, не себептен жаңағыдай, мүмкін сізге
отказ беруі мүмкін бизнес жасағысы келмеуі мүмкін. Мәселе ода емес, түсініп отырсыздар ма да? Мәселе ақша жоқ деуі мүмкін. Мәселе ода емес та. Мәселе ол адамда не жоқ білесіз ба? Энергия жоқ, от жоқ. Мына көздер жанып тұрған жоқ та. Конечно, көздер жанбағаннан кейін айтады ғой, мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, ары қарай қалай еді? Кім жанады лапылдап дейді ма? Иә. Түсініп отырсыз ба? Сіздер жанып тұру керексіздер, от болып тұру керексіздер. Мына көздеріңізден от шашу болып тұру керек қой, жаңағыдай. Түсініп отырсыздар ма? Вот сол кезде ғана сіздер арттарыңыздан үлкен команда ерте аласыздар да, сол кезде ғана үлкен команда ерте аласыздар. Көрдіңіздер ма? Сол үшін де осы жақында осындай компаниямыздың даже біздің картамыз бар, виза, ойлаңыздаршы. Әрбір директорға компания карта жібереді. Жақында осы Гүлжан ханым бар, екі Гүлжан бар жаңағыдай да. Сол кісілер алып жатыр, жақында көрдім да. Мөлдір ханым алып жатыр, құтты болсын карталарыңыз да. Бұл карта, ойлаңызшы, виза карта да, New Wave компаниясының жаңағы логотипімен виза карточка. Бұл дегеніміз не нәрсе? Бұл дегеніміз компанияның беделі. Түсініп отырсыздар ма? Бұл картаны жайдан жай бүйтіп компания виза разрешение рұқсатын бере салмайды. Ой, атыңды қой да шығара бер деп. Жоқ. Компания сонау Америка құрама штаттарында бізді 6 ай тексеріп барып өзінің рұқсатын берді да. Осындай өзінің компанияның картасына өзінің аты жөнін қоюға, виза, New Wave-қа. Түсініп отырсыз да? Виза карточкаға New Wave деген. Сонау жаңағыдай Америка құрама штаттарында шығатын карта. Сол үшін де бұндай үлкен мүмкіндікті жоғалтып алмаңыздар. Бұл өте маңызды. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін қазір жұмыс енді басталды. Даже мен сіздерге айтайын, біздің просто нонисок бар ғой жаңағыдай да, бутылочный да, немесе біздің фильтр. Сіздер егер де анализ жасағыларыңыз келсе да, дәл соны разница жоқ. Бишкекте, Ташкент, Өзбекстанда, Қырғызстанда, Қазақстанда, там да, Россияда разница жоқ. Қай мемлекетте бизнес жасап жатсыз? Сол мемлекетке просто көшеге шығып, біздің нонисокты көрсетіңізші, өтіп бара жатқан адамдарға просто көрсетіңізші жаңағыдай. Немесе бір кафеға кіріп жаңағыдай да, осы бутылка нонисокты білесіздер ма деп. Немесе осы фильтр бутылканы білесіздер ма деп мен сізге айтайын. Көрсетіңізші да. 100 адамнан, немесе 1000 адамнан бір адам айтуы мүмкін. Я, мен білем, бір жерде көргем деп жаңағыдай. Бір адам айтуы мүмкін. Түсініп отырсыздар ма да? Ол деген не нәрсе? Ол деген біздің бүгін компанияны 0,00001% адам ғана білет деген сөзді. Түсініп отырсыздар ма? Біз перепис населения жасап жатқан жоқпыз. Біз әр тіркелген адаммен жұмыс жасап жатырмыз. Әр тіркелген адамға біздің компанияның преимуществосы дейді ғой, артықшылығын көрсетіп, біздің өнімдердің дәмін татқызып да, әр партнермен, әр клиентпен біз солай жұмыс жасап жатырмыз да. Сол үшін біз качествоға жұмыс жасап жатырмыз. Да, ертең 1 жыл өтеді, 2 жыл, 5 жыл өтеді, барлығы білетін болады нонисокты. Әрбір дастарханда тұратын болады ол нонисок. Әрбір D3-ді біздің жаңағыдай халық қолданатын болады да. Вот сол кезде айттым ғой сіздерге, ұйықтасаңыз да, жатсаңыз да, тұрсаңыз да счетыңызға ақша түсіп тұрады. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де бүгін апта сайын $10,000 чек алам десеңіздер, осы билетті алыңыздар да. Ең үлкен инвестиция, білесіздер ма қандай инвестиция? Ең үлкен инвестиция ол өзіңе, мына миыңа. Күлімхан ханым, сіз обязательно бұнда болу керексіз, бұл Ташкентте. Өйткені сізде потенциал өте үлкен да. Өйткені мен кеше байқап қалдым, Күлімхан ханым ойланып отырған да. Сол үшін мен сізге айтарым, лично сізге айтып жатырмын да. Сіздің потенциалыңыз өте үлкен. Бірақ сіз масштабты көру керексіздер. Түсініп отырсыз ба? Және де бұл мероприятиеде не болады? Компанияның ақырғы жаңалықтарын бірге еститін боламыз. Бірге еститін боламыз сіздермен. Түсініп отырсыз ба? Бірге еститін боламыз. Ол өте маңызды. Ең үлкен жаңалық әрине бізде қазір Қытай мемлекеті ашылғалы жатыр. Түсініп отырсыздар ма да? Барлығымыздың бүгін күтіп отырған үлкен жаңалығымыз сол да. Миллиард халқы бар. Ойлаңыздаршы, миллиард халқы бар. Ертең ол миллиард халық нонисокты ішіп болам дегенше, сіздердің барлықтарыңыз мультимиллионер долларовый боласыздар, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Барлықтарыңыз. Бүгін сол үшін ниет жасап қойыңыздар. Ертең сол миллиард халқы бар, Қытайдан да менің партнерларым шығады деп ниет істеп қойыңыздар, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де просто сіздерге айтарым, ойланбаңыздар бүгін. Түсініп отырсыздар ма? Егер де бүгін сіздің қалтаңызда көк тиын болмаса, егер де бүгін сіздің настроенияңыз болмаса, егер де сізде бүгін 10 кредитіңіз болса, егер де бүгін сізге барлығы сіздің қоршаған адамдар нервіңізге тиіп тұрса,
особенно күйеуіңіз, да, сіз бұл мероприятиеда болу керексіз, обязансыз, да, түсініп отырсыз ба, обязансыз, да. Неге? Өйткені бұл мероприятиеда сіздің толықтай мына мышление дейді ғой, жаңағыдай ойыңыз өзгереді. Білесіз бе, бүткіл проблема қазір қайдан келіп жатыр сізге? Сіздің бірақ мына ойыңыздан келіп жатыр, да, түсініп отырсыз ба, да? Ойыңыз. Сол ойыңызды өзгерту керек. Және де адамдар қазір дурак емес. Адамдар қазір ойланады, кімнің артынан жүру керек екенін ойланады, да. Өзі ойлаңызшы, өзі ақырғы ақшасына пакет алғалы жатса, дұрыс па мысалы, да? И ол ойланады ғой, жынды емес қой. Ананың өзінің көзі жанбай тұр, дұрыс па? Өзі не істеп жүргенін өзі білмейді. Неге мен оның артынан еще ақша салуым керек, оған сеніп еще жүруім керек дейді, да, жаңағыдай, түсініп отырсыз ба, да? Сол үшін мен сіздерге айтарым, көзіңізді жаққыңыз келсе, профессионал болғыңыз келсе, бүгін директор статусын жауып $10,000 чек алғыңыз келсе, сіз бұл Ташкентте болу керексіз. Ойланбастан, мен сізге айтайын, ойланбастан. Түсініп отырсыз ба? Ойланбастан. Любой миллиардердің кітабын оқыңыз. Уоррен Баффеттен бастап, Трамп бар, басқасы бар. Барлығы не айтады? Сен бірінші ақшаң болса дейді қолыңда, хоть қарыз қалсаң да, ең бірінші инвестицияны өзіңе сал дейді. Мына миыңа сал дейді, мында сал дейді. Кеше айтты ғой жаңағы Станислав Санников айтты ғой. Неге? Өйткені оны сен ешкім тартып ала алмайды, мынаған салған инвестицияңды, түсініп отырсыз ба, да? Ешкім. Сен оны жоғалтып ала алмайсың, түсініп отырсыз ба, да? Ол сізге ертең жұмыс жасап береді, мен сізге айтайын. Ол сізге жұмыс жасап береді. Бүгін осы New Wave компаниясында ана рейтингті қарасаңыздар, 10 адам тұр ғой рейтингті, барлықтарыңыз бэк-офистарыңызда көріп тұрсыздар ғой. Олардың барлығы уже миллионерлер, мен сізге айтайын. Тинговый миллионерлер, барлығы реально уже миллионнан тауып жатыр, түсініп отырсыз ба, да, апта сайын, да? Енді олардың әрқайсысы, мен сізге айтайын, осындай мероприятиялардың біреуінде пропускать кеткен емес, біреуінде, түсініп отырсыз ба, да? Олар осы әрбір мероприятияға қатысқан адамдар. Хоть последний минусқа кірсе де барған адамдар, түсініп отырсыз ба, да? И әрбір мероприятиядан өзінің керегін алады, түсініп отырсыз ба, да? Біреу энергиясын алады, біреу білімін алады, біреу вообще ана сахнада тұрған директорларды көріп ойлайды да, білден анау жасаса мен неге жасай алмаймын деп ойлайды да. Бізге Аллах тағала біреуді кедей, біреуді бай қылдырып жаратып қойған жоқ, мен сізге айтайын, да. Егер де бүгін қалтаңызда көк тиын болмаса, ол сіз өз-өзіңізді былай айтқан кезде бүгін сол жағдайға, сол деңгейге түсіріп отырсыз да, түсініп отырсыз ба? Сол үшін мен сіздерге айтарым, бүгін ойланбастан бүгін билеттеріңізді алып қойыңыздар. Түсініп отырсыз ба? Билет алып қойсаңыз мероприятияға, ары қарай уже реті келеді, оған қалай бару керек екен жолы келеді, мен сіздерге айтайын, да. Түсініп отырсыздар ма? Неге білесіздер ма? Өйткені сіз ниет қылдырдыңыз да. Аллах тағала қалай береді? Ниетке қарап береді сізге. Ниетіңізге қарап береді. Түсініп отырсыз ба, да? Сол үшін адамға всегда айтады ғой, ниетің түзу болсын дейді. Ниеті түзу адамдарды сондай ортада жүргенімізге мен шүкіршілік етемін, да. Бүгін әрбір компаниядағы біздің партнердің ниеті түзу. Білесіздер ма неге? Ол партнерлар мен байып асам, мен мына жерде жеп асам, ішіп асам деп жүрген жоқ. Әрбіреуінен сұраңызшы. Әрбіреу айтады, мен осы өнімдермен қаншама адамдарға жақсылық жасап жатырмын ғой деген ниетпен жүрді. Ол деген өте керемет нәрсе, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма, да? Неге? Өйткені ертең сол жақсылығына ертең Аллах тағала 100 есе, 1000 есе өзіне қайтарады, түсініп отырсыз ба, да? Сол үшін мен сіздерге айтарым, бүгін біз өте үлкен миссия жасап жатырмыз. Қаншама халыққа, былай айтқан кезде, көзін ашып жатырмыз да, мына вообще өмірге деген, денсаулыққа деген, элементарный нәрсе, мен сізге айтайын, даже элементарный нәрсе, да. Кеше мен жаңағыдай досым бар да, семейде, да. Соның туған бауыры, ойлаңызшы, туған бауыры өзінен 2 жас кіші, да, енді менен де кіші, да, получается, инфаркттан қайтыс болыпты. Ойлаңызшы, инфаркттан. Енді ананың фотосын көрсең, анау бір былай айтқан кезде бір ауыратын адамға ұқсамайды, түсініп отырсыздар ма, да? Инфаркт, аяқ асты болды дейді, мезгілсіз болды дейді, аяқ асты, ойланбаған жерден болды дейді, түсініп отырсыздар ма, да? Неге білесіздер ма? Өйткені күнделікті бізде жүздеген, мыңдаған стресс бар. Өздеріңізге мойындаңыздар, жүздеген, мыңдаған стресс бар. Каждый стресстен не істейді? Біздің қанымыз қоюлана береді. Конечно, тромбтар пайда болады. Сол тромб, инсульт, инфаркт, все, жастар кетіп жатыр да, түсініп отырсыздар ма, да? Именно Гүлжан ханым, да, не деп айтты Катарда? Біздің өнімдер деді,
ол как подушка безопасности дейді да, подушка безопасности, түсініп отырсыз ба? Стресс бәрімізде бар да, бірақ сіз бұл өнімді ішіп жүрген кезде ол как машинадағы подушка безопасности сізді бұл қорғап қалады, түсініп отырсыз ба да, қорғап қалады. Қаныңыз сұйылып тұрады жаңағыдай уақытында, дер кезінде жаңағыдай ашылачывать етіп жаңағыдай сілтілі ортада жаңағыдай уже ортаңызды неңізді жаңағыдай сілтілейді жаңағыдай, дұрыс па? Одан кейін барып жаңағыдай дер кезінде жаңағы антиоксиданттар біздің ағзамызда болады да, түсініп отырсыз ба? Сол сізді сақтап қалады. Сол үшін бұл как подушка безопасности. Енді ойлаңызшы, біз осы ақпаратты қаншама халыққа жеткізіп жатырмыз, ойлаңызшы да. Осы ниетімізге қарай әр қайсыларыңыз бұйыртса ертең амбассадор боласыз. Ал амбассадор статусында сізге $100,000 ойнап күліп табатын боласыздар. Ай сайын $100,000 ойнап күліп табатын боласыздар, мен сізге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Бірақ оған сіз не істеу керексіз бүгін? Ниетіңізді түзеу керексіз да. И сол себептен де осы Ташкентке ертең келген кезде сіз просто өзіңіздің былай айтқан кезде компанияға деген, өзіңізге деген 1000% сенім пайда болады да сізге, түсініп отырсыз ба да? Ол өте маңызды нәрсе. Сол сенім пайда болған кезде ғане адамның мына көзі жанады да, көрдіңіздер ма? Сол үшін де ертең ойлаңыздар да, Европа, Россия, Қазақстан, Қырғызстан, Монголия, Өзбекстан, Қарақалпақстан, қараңыздаршы да, қаншама былай айтқан кезде орта келе жатыр. И және де біз ол жерде хайповать етейік деп тұрған жоқпыз. Сол 1000 адам, ол 1000 партнер, ойлаңыздаршы. Ең кереметтілігі сол ғой, біз әлемнен 1000 партнерді жинап события жасап жатырмыз да. Ол жерде біз көшеден адам тасып жүрген жоқпыз. Оның барлығы компанияда уже тіркелген адамдар, түсініп отырсыздар ма да? Ең кереметтілігі сода. Көрдіңіздер ма да? Сол үшін ертең сол 1000 партнер, 1000 супервайзер болған кезде біз қайда барамыз? Біз қандай статус жабамыз, ойлаңыздар да? Ертең сол 1000 директор болған кезде сіз қандай статуста боласыз, қандай чектер аласыз? Вот сол нәрсені бүгін ойлау керексіздер де. Вот сол нәрсені бүгін көз алдыңызға көре алу керексіз. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, номер 1 Версаль мейрамханасында компанияның 2 жылдығында бұл барлығымыздың тойымыз, мен сіздерге айтайын. Burada моя хата с краю деген нәрсе жоқ, түсініп отырсыз ба? Сізде даже просто компанияның партнері болсаңыз да, сіз обязансыз да сол жерде болуға. Неге? Өйткені бұл біздің общий ортақ мейрам, түсініп отырсыз? Біздің той, компанияның тойы да. Ертең дәл солай сіздің де ертең амбассадор, президент жапқаныңызды сондай тойларда жаңағыдай сахнада бірге тойлататын боламыз. Сол үшін бізде бүгін компания, ең басты нәрсе, компания бізге не айтады? Бізге компания айтады, гарантия берем дейді да, мен сендерге гарантия берем дейді. Ертең дейді, 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кейін сіздер ертең барлықтарыңыз амбассадор, вице-президент, президент статусында отырып, ертең пассивный доход, пенсияда отыратын боласыздар да, бұйырса пенсия, ойлаңыздар, әрбір адам ертең тісін жуып нонимен, басын жуып шампуньмен, нони сокты ішіп, фильтрдан су ішіп жүрген үшін 24 сағат сіз ұйықтасаңыз да, қыдырсаңыз да, жатсаңыз да счетыңызға ақша түсіп тұратын болады. Сол да мәселе, түсініп отырсыздар ма? Сол үшін бүгін не істеуіміз керек? Біз 24 сағат бірге қол ұстасып әрекет жасауымыз керек. Түсініп отырсыз? Бірге. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, давайте уақыт трат етпеңіздер. Осы аптада максимально статустарыңызды көтеріп алыңыздар да. Өйткені осы жабылған аптаның статусымен ертең Ташкентте сахнада тұратын боласыздар. Өйткені есептеңіздер, осы ақырғы аптада, осы аптаның уже статустарымен ертең Ташкентте сахнада тұратын боласыздар. Сол үшін Ташкентте уже ең самый главный нәрсе. Ташкент, ол Өзбекстан деген, ол былай айтқан кезде біз үшін шетел ғой, былай айтқан кезде. Түсініп отырсыздар ма? Енді ол басқа атмосфера, басқа колорит, енді ойлаңыздаршы да. Енді ананың өзін сезінудің өзі бір басқа бір әлем да, түсініп отырсыздар ма? Сол үшін қараңыздаршы, біз New Wave компаниясы барлығымыздың басымызды қосып тұр да. Көрдіңіздер ма да? Әлемнен жиналған New Wave компаниясы боламыз да. New Wave компаниясының бренд партнерлары. Компания бізді бүгін даже дистрибьютор, продавец деп айтып жатқан жоқ, бренд партнер дейді. Бренд деген сөзді білесіздер да. Біз New Wave компаниясының брендіміз да. Бүгін New Wave деген это бренд. Ертең әр адам оны білетін болады да, осындай бренд New Wave деген бар екен ғой. Сен де соның бір бөлшегісің ба деп, түсініп отырсыз ба? И сіз оған айтасыз да, сен де оның бөлшегі бола аласың деп. Сол үшін біз бүгін кімбіз? Біз бүгін New Wave компаниясының бренд партнеріміз. Көрдіңіздер ма да? Сол үшін де сол билет алмағандар, билеттеріңізді алыңыздар, статус жаппағандар, статустарыңызды жабыңыздар. Вообще тіркелмеген партнерлар бүгін
жана сізді шақырған адамдарға жаңағыдай мазаларын алып тұрып, бүгін тіркеліп, өз орындарыңызды промоушенмен алып үлгеріп қалыңыздар. Бизнесқа тіркелсеңіздер, элит боласыздар, элитқа тіркелсеңіздер, сразу максимум боласыздар да. Біз біргеміз, біз бір жанұямыз. Пока әрқайсыларыңыз директор статусын бағындырмағанша, амбассадор бағындырмағанша, бізде тыным жоқ, бірге соған 24/7 әрекет жасайтын боламыз. Дұрыс па, Данияр мырза? Қосылмады Данияр мырза. Дұрыс айттыңыз. Иә, өте керемет. Сол үшін де бүгін Данияр мырзаға Алла разы болсын, рахмет сізге, осындай керемет эфирді жүргіздік. Енді ең бастысы, осы эфир сохраняться етіледі, жаңағыдай да. Осы эфирді YouTube'дан уже партнерларыңызға, новичоктарыңызға жібере бересіздер да, жаңағыдай. Дайын да бұл айтқан кезде да. Оны жібере бересіздер да, уже дайын эфир да бұл. Түсініп отырсыздар ма? Кімге керек? Қазақша тілде жібере бересіздер да. Бірақ дәл осындай эфир біз орысша да өткізетін боламыз. Да, орысшада, да. И оны да YouTube'қа жүктейтін боламыз, да. И чтоб сіздер оны да жаңағыдай максимально қолдана алатындай. Ол барлығы сіздер үшін, да. Сол үшін сіздерді жақсы көреміз. 24 сағат сіздермен біргеміз. Мен өзім қазір күнделікті офистамын. Алматыдағы адамдарыңыз болса жіберіңіздер. И және де 7-сі күні әр қалада біздің анау Астанадан бастап жаңағыдай да Шымкент, Атырау, Ақтау, Алматы, барлық қалаларда бізде городской конференция өтетін болады. Соған уже адамдарыңызды дайындап шақыра беріңіздер. Мен Алматыда өзім өткізетін болам. Осы маркетинг планды, компанияның болашағы және де промоушындары, соның барлығын өзім түсіндіретін болам. Сіздерді Алматыда күтетін болам. 7-сі күні Алматыда сағат 1-де өтетін болады. Және де ол жерде бізде Ернур Айнаев деген супервайзер, 4 статусындағы су жаңа супервайзер, андролог, уролог, номер 1 Қазақстандағы, сол кісі жаңағыдай біздің керемет өнімдер туралы, результаттар туралы сол Ернур мырзаның өзі бөлісетін болады сіздермен бірге. Жақсы онда, Данияр мырза, все, көріскенше, все, давайте. Егер де Алматыда болмасаңыздар, Ташкентте көрсеміз, барлығыңызды Ташкентте күтеміз.